Достар, құрметті бүгін Zoom платформасы арқылы онлайн қосылып отырған біздің әріптестеріміз, барлықтарыңызға қайырлы күн дейміз. Өздеріңізді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Бүгінгі іс-шараға келіп қатысып отқандарыңызға алғыс білдіреміз. Енді өздеріңіз түсініп отырғандарыңыздай, бүгінгі біздің іс-шарамыз мына ақпараттық кеңістікте өзекті діни тақырыптарды жариялау сұрақтары бойынша бақ өкілдеріне арналған семинар тренинг болып табылады. Енді мына карантиндік режимге байланысты өздеріңіз білесіздер, өкінішке орай біз бүгін толық құрамда жиналуға мүмкіндігіміз болмай отыр, бірақ ол бізге бөгет емес. Осындай шағын құрамда кездесіп жатырмыз. Сонымен қатар міне бүгін арамызда бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сонымен қатар өздеріңіздің болашақ әріптестеріңіз, журналистика мамандығының студенттері мен магистранттары, ол кісілер онлайн форматта қосылып отыр. Добрый день, уважаемые участники. Мы приветствуем вас на этом мероприятии, организаторами которого являются Управление по делам религии города Нур-Султан и Центр исследования проблем религии города Нур-Султан. Сегодняшний наш семинар, сегодняшняя наша встреча посвящена теме освещения актуальных религиозных тематик в информационном пространстве и организован для представителей средств массовой информации. Как вы знаете, вопросы правильного и профессионального освещения темы религии и религиозной сферы из года в год не теряют своей актуальности. На сегодняшний день журналисты в стране становятся профильными, отдельными темами нашего особого внимания. Поэтому, дорогие друзья, мы очень надеемся, что сегодняшнее наше мероприятие принесет пользу не только нам, как специалистам, которые работают в сфере религии, но и нашим уважаемым слушателям и зрителям онлайн, студенты, которые сегодня с нами. Олай болса, құрметті әріптестер, бүгінгі біздің жалпы кездесуіміз, семинарымыз негізі екі бөліктен, екі секциядан тұрады. Яғни қазір бұл ресми бөлігі, біздің құрметті қонақтарымыз сіздерге өздерінің жаңағы алғы сөздерін айтып, болғаннан кейін біз екі секцияға, яғни екі бөлімшеге бөлініп, семинарларды жалғастыратын боламыз. Бірінші секция осы дөңгелек залда болса, екінші секция бірінші қабаттағы біздің аудиторияда өтетін болады. Олай болса, алғашқы сөз кезегі Нұр-Сұлтан қаласының дін істері жөніндегі басқармасының басшысы Альмуханов Нұрдәулет Иманәліұлына беріледі. Слово предоставляется руководителю управления по делам религии города Нур-Султан Альмуханову Нұрдәулет Иманәлиевичу. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және достар. Баршаларыңызды бүгінгі кездесумен көргеніме өте қуаныштымын. Қазіргі ақпараттық заманда сіздердің, яғни бақ өкілдері мен журналистермен қоғамдағы рөлі өте жоғары. Себебі сіздер еліміздегі өзекті мәселелер жайлы халықты хабардар етесіздер. Кең ауқымды ақпараттық жұмыстар атқарасыздар. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда дін саласында елімізде өзекті тақырыптардың бірі. Халық арасында дінге қатысты дұрыс ақпарат насихаттау, жауапкершілікпен ерекше назар қажет деп санаймыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен еліміз бейбітшілік пен келісім әлемдік орталығына айналды. Қазақстанның бүгінгі қол жеткізген маңызды жетістіктердің бірі қоғамдағы ұлтаралық және дінаралық келісімге негізделген әлеуметтік тұрақтылық болып табылады. Сондықтан да елімізден 40-тан астам түрлі конфессия, 130-ға жуық этнос өкілдері бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүруде. Құрметті достар, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев біздің бірлігіміз бекем, мақсатымыз ортақ, рухымыз асқақ деп атап өткендей, қоғамымызда қалыптасқан тұрақтылық пен келісімділікті сақтау, үлес қосу барлығымыздың ортақ міндетіміз. Құрметті әріптестер, азаматтар арасында дәстүрлі емес қоғамға қауіпті діни ағымдардың идеологиясының таралуына болдырмау және алдын алу жұмыстарын
айырылмас бөлшегі ол бұқаралық ақпарат құралдары. Қазіргі таңда елімізде барша өскелең ұрпаққа діни көзқарас туындыратын ақпарат беретін ол біздің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. Сол себептен де алдағы уақытта елдің болашағы мен ынтымағын мызғымас бірлігімен тірегіне айналатын ол біздің мынау болашақ жастарымыз өскелең ұрпақтарға. Яғни сол ұрпақтарымызға дін тұрғысынан дұрыс ақпарат беру мақсатында бүгін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесіп отқан жайымыз бар. Алдағы уақытта бұл семинарымыз ел үшін өркендеуіне, көбеюіне үлес қосады деген сенімдемін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге. Рахмет, Нұрдәулет Иманәліұлы. Құрметті әріптестер, келесі алғы сөз кезегі Ана тілі республикалық газетінің бас редакторы Әшімжанов Жанарбек Садыханұлына беріледі. Слово предоставляется главному редактору республиканской газеты «Ана тілі» Әшімжанову Жанарбек Садыхановичу. Қадірлі күн, достар, әріптестер, жас достар. Ең әуелі осындай бір қиын уақыттарда, қиын күндерде қарамастан осындай өзекті мәселеге қатысты жиын ұйымдастырып отырған Нұр-Сұлтан қалалық дін істері басқармасының басшылығына, ұжымына, әріптестерге алғыс айтқымыз келеді. Енді елімізде өздеріңіз білесіздер, тәуелсіз бар, мемлекеттік бар, сандаған ақпарат құралдары бар, газет, журналдар, телеарналар, радиолар, әлеуметтік желіде, интернет порталдар, оның сыртында келген блогерлер. Қарап отырсаңыз, қоғамда ең көп талқыланып жататын, ең көп әңгіменің көрігіне айналатын бұл дін мәселесі. Әңгіменің ашығына келген кезде енді біздер журналистер мәдениет туралы, руханият, экономика, әлеуметтік сала туралы енді өзіміздің кәсіби қызметімізді көрсетіп жүреміз. Ал дін туралы дейтін дін енді өте нәзік нәрсе. Дін туралы біздің әріптестеріміз, журналистер қауымы бәрібірдей терең біледі деп айта алмаймыз. Сондықтан ақпарат құралдарында діни мәселеге қатысты сөз қозғалған кезде, ой қозғалғанда, немесе сұхбаттарын, белгілі бір сараптамалық дүниелер беретін кезде, негізінен сол дін адамдарына қарай соған иек артамыз. Сондықтан жалпы мынау еліміздегі іргелі оқу ордалары бар, сол жерде журналистерді дайындайтын факультетті білесіздер, сол факультеттің ішінен осы өйткені бүкіл қоғамдағы адамзат тарихындағы ең бір қасиетті соғыстар, сұрапыл майдандар көбі діннен басталған. Діннен басталған дүниенің аяғы топалаңға келіп тіреліп жатыр. Әлі күн бүгінге дейін мінекей адамзат тарихындағы бітіспес даулар, мемлекеттер арасындағы қырғи қабақ соғыстар, ашық соғыстардың барлығы діннен бастап алып отыр. Ал оның қоғамдағы сараптау, қоғамға насихаттау, ақпарат құралдары арқылы беру мәселесінде біздің журналистердің енді көп жағдайда біздің оған сауатымыз жете бермейді. Өйткені діннің тарихы, діннің негіздері, бес парыздың дейтін жаңағы міндеттері, пайғамбарлардың тарихы, Құранның үкімі дейтін ұғымдар бар. Бұған өте нәзік нәрсе. Кішкентай ғана жаңадан қадам басып, өмірге қадам басқан баладан бастап, орта буын, аға буын саласында аға буынға кішкене діни уағыздардың өзінде өте нәзік қадаммен келмесе, аяғы үлкен дауға келіп тіреледі. Дін туралы заң, білесіздер, тәуелсіздіктің бастау кезеңінде қабылданды. Сол кезеңдерде енді біздің мамандар пікір айтады. Сол жерде көптеген дін туралы заңда біраз лазейкалар кеткен дейді. Дегенмен біз қолданыстағы заң, мен дін мамандарымен, белгілі дін ғұламаларымен ара-кідік сөйлесіп пікір алысып тұрамыз. Сонда қазіргі қолданыстағы заң, дін туралы заң, бізге жұмыс істеуге мүмкіндік береді дейді. Белгілі мөлшерде шектен асқан жағдайға жаза қолдануға да барлық жағынан береді. Тек заң дұрыс деңгейде жұмыс істеу керек деген нәрсені ашық айтып отыр. Заңға қолданысқа өзгертулер мен толықтырулар керек берілген нәрседе керек емес. Осы заңды біз өз деңгейінде жұмыс істетсек, соңы журналистер қауымының сауаттандырсақ, белгілі үлкен діни орталықтар, әсіресе мүфтияттың жанынан журналистерге 2-3 ай сайын бас құрап отырып, сол жерден журналистердің осы діни бағытта жазатын
журналистерге біздің дін мамандары кеңірек мағлұматтар беріп, кеңірек жаңағы сол дін саласын талқылауларға жол ашып тұрса деген тілекті айтқымыз келеді. Біз Ана тілі газетінде апта сайын үлкен айдар ашқанбыз. Ол айдарды енді менің әріптестеріме сенбегендіктен емес, жаңа дін дейтін өте нәзік нәрсе деп жатырмыз. Сондықтан бұл мәселені толықтау біледі деген нәрсемен мына республикалық мүфтияттың баспасөз қызметінің жетекшісі Ағабек Қонарбайұлы дейтін азаматқа тапсырдық. 1 жылдан асты. Сол әріптесіміз, енді ол өзі де журналист, бірақ осы мүфтияттың жанынан баспасөз қызметін басқара жүріп, кәдімгідей дін маманы ретінде қалыптасты. Сондықтан болып жатқан ахуалдарға, түрлі діни ағымдарға, әлеуметтік желідегі болып жатқан тартыс таластарға, жекелеген тұлғалардың маңайындағы болып жатқан оқиғаларға сараптау, талдау бағытында біз ұдайы сол мүфтиятқа жүгініп отырамыз. Енді мен бірінші кезекте өзімнің ұстанымым журналист ретінде қандай бағытта берсек те діннің мәселесін өзіміздің ата-бабамыздың дәстүрімен, салтымен байланыстыра отырып, қарапайым тілмен ұғынықты жағдайда елге, халыққа жеткізсек деген бағытты ұстанамын. Сосын көптеген енді жұма намаздарға барып тұрамыз дегендей, сол кезде уағыз тыңдаймыз. Біздің имамдар қауымы көп жағдайда жаңағы уағыз мәселесін қазақылыққа, өзіміздің жатық тілімізбен жеткізсе, енді халықтың барлығы бірдей араб тілінде сайрап тұрған жоқ қой. Сондықтан діни уағыздарды кішкене қазақы ұғынымға, салт дәстүрге жақындатып, сол бағытта жүргізсе дейтін талап тілектер, хаттар көп келіп жатады. Имамдарға да сол бағытта сұхбаттар болсын, түрлі жаңағы форматтағы кездесулер болсын, осындай нәрсені айтып жатамыз. Енді біздің ақпарат құралдарында жетіспейтін негізгі мәселе анализ жетіспейді бізге. Басылымдарда, интернет порталдарда, телеарналарда аналитикалық материалдарды біз молырақ берсек. Сосын енді біздің мемлекет саясаттан бөлектеп, конституцияда солай жазылған. Соған біз оның аражігін ашып халыққа түсіндіріп жата алмаймыз. Кейде енді әңгіменің ашығы дін саясатымызға белшеден кіріп араласып та жатқан жағдайлар бар. Бір ғана мысал айтайық, Арыс оқиғасы болды, баршаңыз білесіздер, өте қиын уақыттар болды. Халықтың толқынысы ашық алаңға шықты дегендей. Сол кезде Шымкент қаласының орталығындағы мешітке жиналды ел халық. Сол кезде халықпен бірге диалогқа келген имамдар сол жерде пәтуаласып, сол жерден тарады. Бұл енді саясат демей немене дегенде ұғымдар туады. Сондықтан осындай нәрселерді кішкене біздің әріптестерімізге, журналистер қауымына, мүфтият тарапынан, діни басқармалардың тарапынан кішкене көптеген жаңағы мына оқулықтар, журналистерге керекті семинарлар, курстар, сосын әр ақпарат құралдары өзінен жаңағы жекелеген журналисттерді сол салаға мамандандырса, оны тек біз сол редакцияның жанынан емес, факультеттің жанынан, өткен уақыт деген соған келіп тірелді. Біз дейтін тіпті арнайы дін бөлімін ашуға да тура келеді кейде редакцияның жаңағы ішкі бөлімдеріне келген кезде. Сондықтан бізде осы терең талдап, таразылап, қоғамға еркін ақпарат бере алатын, өйткені біз молдаларды, имамдарды, дін ғұламаларын немесе сарапшыларды ұдайы тартып жүре алмаймыз. Журналистің өзінің де аналитикалық материалдар керек. Сол кезде көбіміздің сауатымыз жетпей жатады. Бәріміз бірдей діндар емеспіз. Оның үстіне түрлі ағымдар келді, түрлі сырттың, іштің ықпалды күштері бар дегендей. Осындай бағытта кішкене біздің ойланатын шаруамыз өте көп қой деп ойлаймыз. Бүгінгі жиынға біздің діни қызметкерлер де қатысып отырған болар. Біз көп солардың қызметіне жүгінуге мүдделіміз көп жағдайда. Сондықтан журналистер қауымына, өзімнің әріптестеріме, жас достарыма, өзінің басқа саласында, спорттық салада, мәдениетте, руханиятта, әлеуметтік салада олар өте жүрдек, барлық ақпаратты өз деңгейінде, тиісті деңгейде бере алады. Ішкі өз республиканың өз ішінде сыртпен де жақсы байланыстары бар, дамыған, әлеуметтік желі жақсы байланады, бірақ келген кезде біз осы діни тақырыпқа келген кезде шоқырақтай береміз. Өйткені соған біздің сауатымыз көп жағдайда жете бермейді. Осы бағытта кішкене біздің әріптестерімізге молырақ мағлұмат беретін шаралар жиірек ұйымдастырылса, сосын жаңағы негізінен журналистерді дайындайтын орталықтардың қасынан осы
арнайы. Мәселен, мен өткен жолы исламның тарихына қатысты елімізде бірде-бір зерттеу орталығы жоқ. Жақында өздеріңіз білесіздер, Қайрат Жолдыбайұлы дейтін азаматты мемлекеттің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы қабылдады. Сол кезде жақсы бір керемет ұсыныс айтылды. Елімізде ислам зерттеу орталығын құру керек деген нәрсені айтылды. Бұл бізге өте маңызды, қажет қадам. Өйткені қарасаңыз, ислам тарихын айтқан кезде 12 ғасыр бұрынғы кезеңді айтады және тура бүгінгі уақытты айтады. Ал аралықтағы діннің ауытқан кезі, көтерілген кезі, қайшылықтары, оның бір сәулелі кезеңдері, күнгөйлі, теріскейлі қабаттар айтыла бермейді. Ал тура бүкіл әлем дінмен бетпе-бет келген кезде, түрлі алауыздықтар, түрлі қайшылықтар бетпе-бет болған кезде біздің қоғамға ең бір керекті құрылым ғой деп ойлаймыз. Мемлекеттік ислам зерттеу орталықтары керек. Соның ішінде бүкіл салт дәстүрімізде барлық бағыттар кішкене жаңағы жолға түсер еді. Арнайы қаржы бөлінген соң үлкен мамандарымыз бар. Әйтпесе қазір біздің діни сарапшыларымыз, ғұламаларымыз әр бағытта жұмыс істеп жатыр. Соны бір салаға, бір жүйеге түсіріп, сондай үлкен құрылым құрылады деген сенімдеміз. Осындай дүние, тағы қосымша сөз болғанда айта жатырмыз. Әзірше осы сөз. Құрметті Жанарбек Садықханұлы, құнды пікірлеріңіз үшін рахмет. Келесі сөз кезегі тағы да біздің құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитетінің интернет кеңістіктегі діни экстремизмнің алдын алуды үйлестіру басқармасының басшысы Долиев Жапал Амзебекұлына беріледі. Жапал Амзебекұлы. Ардақты әлеумет, естіліп тұр ма даусым? Жақсы. Естіліп тұр. Ардақты әлеумет, өте бүгінгі жиынды бір игі бастама деп есептейміз, санаймыз. Өйткені қазіргі таңдағы осы дін саласындағы журналистика, оның ішіндегі әлеуметтік желідегі ақпараттық мәселелер қазіргі қоғамдағы өте өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан жалпы біздің журналистер қауымын, сонымен бірге әлеуметтік желідегі қазіргі осы белсенді авторлармен осы жалпы дінге қатысты бір түйткілдерді түсіндіру, оларды ақпараттандыру мәселесінде бүгінгі ұйымдастырушылар тарапына шынайы алғысымызды білдіреміз. Комитет арасынан бүгінгі жиынның табысты және сәтті өтетініне сеніміміз мол. Өздеріңіз білесіздер, енді қазіргі осы біздің қазіргі таңдағы мемлекет дінге қатысты саясатындағы маңызды бағыттардың бірі бұл зайырлық қағидаттарын түсіндіру. Осы біздің бұқараға, біздің халыққа, оның ішінде осы мемлекеттің ұстанған дін саласындағы басты бағытта осы жалпы қоғамның зайырлық қағидаттар негізінде дамыту мәселесі саналады. Және сонымен бірге біздің еліміздегі мемлекеттің осы дін саласының саясатын халықтың арасында түсіндіру, сонымен бірге өздеріңіз деструктивті діни ағымдарға қарсы насихат жұмыстары бар. Өкінішке орай, енді білесіздер, қазіргі таңда осы мен әлеуметтік желіні қарастыратын болсақ, көбінесе ең осы бір тақырыптарды пікірталасты көп тудыратын тақырып, бұл дінге қатысты тақырыптар. Өкінішке орай, осы дін саласының маманы болмаса да түрлі осы жаңағы посттар жариялап, оның арасында тіпті жалпы көптеген артық әңгімелер айтылатын кездер туындап жатады. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі жиынның маңыздылығы өте ерекше. Сондықтан бүгінгі жиын барысында осы қазіргі біздің осы саладағы түйткіл мәселелердің бәрі ұсынылып, осы жерде талқыға журналистер қауымына осы бір ақпарат берілсе деген ойым бар, ұсынысым бар. Сонда өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда мынау салалық журналистика деген қазір дамып жатыр елімізде. Оның үстінде жалпы енді қазіргі таңда сарапшылардың айтуы бойынша қаржы экономика саласында біздің осы журналистік зерттеу аз дейтін болсақ, енді біз осы дінге қатысты да осы мәселені қарастыруға болады. Өйткені дінге қатысты тек қана біз діннің тарихымен қоса, осы біздің қазіргі қоғамдағы бір жалпы осы негізгі түйткіл мәселелермен байланысын жалпы үндестіру мәселесін қарастыратын бізге қазіргі таңда өте сарапшылар тобы қажет. Өйткені біз қазіргі осы әлемдік ақпараттық трендте осы дінге қатысты діннің осы қоғамдық көшбасшылары көбінесе осы қазіргі қоғамдық сипаттағы мәселелерді үндестіру арқылы өзіне аудитория жинайды. Сондықтан біз әрине ол тарих мәселесін біз қарастыруға міндеттіміз, бірақ сонымен қатар біз осы қазіргі заманда да бірге үндестіріп, жалпы осының бәрін біз ұйымдастыру керек деп ойлаймыз, есептейміз, санаймыз. Сондықтан
өздеріңіз білесіздер, біздің еліміздегі қазіргі діни жағдай ахуал тұрақты, бірақ мен қазір қазір өзіміздің жүргізуші модератор да айтып өтті, біздің қазір комитет арнайы басқарма құрылып отыр. Бұның мақсаты осы интернет кеңістіктегі осы ақпараттың дұрыс болуы, бұның ішінде халық кез келген дінге қатысты ақпаратты сауатты қабылдауы. Сосын екінші міндет тағы да бұл әрине біздің фейк ақпараттар, факт-чекинг деп айтамыз. Яғни біздің көбінесе осы дінге қатысты ақпараттарда көбінесе фейк ақпараттар көп. Сондықтан бүгінгі қазіргі таңда біздің жалпы министрліктің тарапынан да фейксток деген сайт ашылған, жалпы осы кез келген әлеуметтік желідегі болмаса басқа да бір резонанс туғызатын тақырыптар, соларға осы фейксток стопфейк деген сайт арқылы анықтауға болады бұл ақпараттың қаншалықты дәйекті, қаншалықты жалған, қаншалықты өтірік екенін. Сондықтан біз осы мәселелерді егер де бірінші кезекте осы фейк мәселесін, екінші кезекте осы ақпаратты сауатты қалыптастыру мәселесін біз егер де үйлестіре алсақ, біздің ойлаймын, біздің алдымызда жұмыстың өзінің оң көрсеткішін көрсетеді деп. Сондықтан біз өзіміздің тарапымыздан осындай секілді өңірлерден өткізген семинар, кеңестерді, жиындар, тренингтерді өте қатты қолдайды біздің басшылық. Бұндай көп болған сайын біздің жалпы жұмысымыздың тиімділігі артады деп есептейді. Сондықтан бүгінгі семинар жұмысына комитет атынан сәттілік тілейміз. Біз әрқашан сіздермен бірлесіп жұмыс жасауға дайынбыз, және біз ойлаймыз, осы тиімді жұмыстың арқасында биік жетістіктерге жетуге болады деп. Сәттілік бүгінгі семинар жұмысына. Рахмет. Рахмет, құрметті Жапал Хамзебекұлы. Құрметті әріптестер, құрметті достар, сонымен бүгінгі ресми бөлім соңына келіп қалды. Енді сіздерден сұрайын деген, бүгінгі жалпы семинар тренингтің жұмыс тәртібіне ұсыныстарыңыз бен өзгерістеріңіз бар ма? Мүмкін тағы да басқа бір ойларыңыз бар, егерде болатын болса, ашық микрофон жарияланады. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жеткізулеріңізге болады. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то предложения и замечания касательно работы сегодняшнего семинар-тренинга, объявляется свободный открытый микрофон. Просим вас, мы вас внимательно выслушаем. Онлайн қатысып отырған біздің қонақтар, журналистика мамандығының студенттері, магистранттары. Сөз алуға бола ма екен? Иә, сізді тыңдап тұрмыз. Таныстырып кетсеңіз өзіңізді. Мен Тапанова Сәуле Есенбекқызы, Еуразия ұлттық университетінің журналистика факультетінің баспасөз және баспасы кафедрасының профессорымын. Менің бүгінгі қатысып отқан себебім, мен журналистика және шешендік өнер деген пәннен сабақ берем. Бұл тақырып маған өте, бұл жалпы бүгінгі жиын маған өте қажетті деп ойлаймын. Бізде бір 12-ші аптада өтетін дін жайынан сөйлеген ғұламалар сөзі, уағыз, яғни діни шешендік деген тақырып бар. Осында біз діни бағыттағы шешендік өнер туралы жалпы түсініп, уағыз айтудың өзіндік әдептері мен шарттары деген сұрақтар бар. Соған сіздерді шақырсақ, сіздер келіп, сабақ уақытында менімен бірге дуэт сабақ өткізуге қалайсыздар? Барлығы келе бермейді, студенттер қазір сабақта отыр. Мен арнайы уақыт бөліп бүгін осыған өзіме қажетті болғаннан кейін қатысып отырмын. Менің осы тілегімді орындасаңыздар деген менің өтінішім бар. Рахмет. Жақсы, рахмет. Өте жақсы, керемет ұсыныс айттыңыз. Бүгінгі семинардан кейін сізбен міндетті түрде хабарласып, бізде дін мәселелерін зерттеу орталығы бар. Осы салада белсенді жұмыс жасап жатқан сізбен міндетті түрде хабарласып, алдағы бірлескен жұмыстардың жобасын құрып, жаңағы өзіңіз айтқан ұсыныстарды жүзеге асырамыз деген үміттемін. Рахмет үлкен. Талғат, рахмет сіздерге. жаңа сіз ұсыныс. Қайырлы күн, менде бір ұсыныс бар. Егерде мүмкін болса, кофе брейкті артына қалдырып, жұмысымызды бітіріп тастап, онан кейін барып шай ішсек асықпай. Жақсы. Тағы да қандай ұсыныстарыңыз бар, құрметті әріптестер, достар? Уважаемые коллеги, еще предложения, замечания? Мы вас слушаем.
Рахмет, ұсыныстар болмаса. Жалпы, құрметті әріптестер, олай болса, бүгінгі біздің семинар тренингіміздің ресми бөлімі соңына келіп жетті. Жаңа басында айтып кеткенімдей, біздің семинар тренингіміз мына санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында екі секциядан тұратын болады. Яғни қазір біз екіге бөлініп, екі аудиторияда өзіміздің жұмысымызды бастайтын боламыз. Бүгін сіздер үшін арнайы өзінің тәжірибесімен бөлісуге келген біздің спикерлеріміз бар. Ол кісілермен қазір жақын таныса жатарсыздар, бірақ мен ол кісілерді таныстырып кетуге рұқсат етіңіздер. Бүгін сіздер үшін өздерінің тәжірибесімен бөлісетін спикерларымыз Жақиянов Талғат Жәрдемқұлұлы, әлеуметтік ғылымдар кандидаты, доцент. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының журналистер кеңесінің мүшесі, тележурналист Нұрбек Бекбау мырза. Сонымен қатар саясат ғылымдарының докторы, Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Оспанова Айгерім Нұралы қызы. Осы әріптестеріміз сіздермен қазір тығыз жұмыс жасайтын болады. Енді осы спикерлердің атынан бір алғы сөз, Талғат Жәрдемқұлұлы, өзіңіз бір алғы сөзбен әріптестерімізді қарсы алсаңыз. Қайырлы күн баршаңызға тағы да. Шын мәнінде жаңада айтып жатыр ғой ұйымдастырушылар. Бүгінгі жиын өте өзекті мәселені көтеріп отыр. Біз барлығымыз білеміз, бүгінде бұқаралық ақпарат құралдары қоғамның негізгі күштерінің біріне айналды, және де ақпараттық дәуірдің бүгінгі ол көріністерінің, алғышарттарының бірі деп айтуға болады. Сондықтан мынау этносаралық қатынастар, дін мәселелері бойынша қоғамның ең нәзік деген нүктелері бойынша мына ақпарат құралдарында материалдар жариялау ол өте үлкен өзекті мәселе. Ол жерде оның өзіндік ерекшеліктері де бар, күрделі мәселелер бар. Міне осы бізде енді жаңа әріптестеріміз айтып жатыр, маманданған журналистика жоқ деп, сол себептен осындай семинарлар жаңағы журналистердің осы дін саласындағы біліктілігін, жаңа дағдыларын, жазу дағдыларын арттыруға үлкен үлес қосатын маңызды шаралардың бірі. Мына жерде мен қарап жатырмын, журналистерге беріп жатқан әдістемелік құралдарды өте тамаша, өте қажет құралдар екен. Бұл жөнде ұзақ көп жылдар бойы біз айтып жүрміз, осындай құралдар қажет деп. Негізгі міне бастамасы басталыпты. Енді дегенмен мынанда біраз толықтыру қажет әлі де. Дегенмен бұл басы жаман емес деп айтуға болады. Енді осындай семинарлар, мен ойлаймын, тек қана Нұр-Сұлтан қаласында ғана емес, бүкіл республиканың өңірлеріне қажет. Сондықтан Нұр-Сұлтан қаласы еліміздің бас қаласы ретінде, астанасы ретінде басқа өңірлерге үлгі болады деп ойлаймын. Осы игі бастама басқа өңірлерде жалғасса. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет, қатысушыларға бүгінде шығармашылық табыс тілеймін бүгінгі семинарымызға. Рахмет. Рахмет, Талғат Жәрдемқұлұлы. Енді Айгерім Нұралиевна, сізде өзіңіз жалпы бүгінгі семинар туралы қысқаша кіріспе сөз рұқсат болса. Айгерім Нұралиевна уже дайындалып жатыр. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер, өте қуаныштымын. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за честь выступить на таком семинаре. Я думаю, что тема действительно очень актуальная. Мы сегодня очень много будем говорить о религиозной журналистике. На самом деле она такой принимает очень серьезный оборот, в том плане, что мы должны правильно сегодня выставлять контент. И средства массовой информации, они как раз-таки уже давно признаны, что являются четвертой властью в государстве. И как раз-таки от подачи журналистов простое население, да, простая общественность, она как раз-таки воспринимает эту информацию. Ну, всем участникам хочу пожелать плодотворной работы. Я думаю, что все цели, которые сегодня были поставлены в ходе данного семинара, они будут достигнуты. И всех призываю к активному диалогу, вопросы, ответы. Я думаю, что, в принципе, в рамках открытого диалога мы сможем взаимодополнить друг друга. Рахмет. Рахмет, Айгерім Нұралиевна. Олай болса, құрметті әріптестер, баршаларыңызға рахмет. Тағы да
Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі біздің семинар тренингіміз, кездесуіміз осы дін саласындағы өзекті тақырыптарды ақпараттық кеңістікте жариялау бойынша бақ өкілдеріне арналған іс-шара болып табылады. Және де тағы бір ерекше назар аударатын жай, біз бұл кездесуді мына осы қатысушыларға бір нәрсені үйрету үшін ғана емес, біз осы қатысушылармен тәжірибе алмасу мақсатында жасап отырмыз. Яғни бұл жерде өте білікті журналистика саласының өте білікті мамандары келіп отыр. Сондықтан сіздерден де сұраймыз, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп, бізге тиімді әдістермен таныстырсаңыздар, бүгінгі семинарымыз өте тиімді, жақсы өтеді деген ойдамыз. Олай болса, құрметті әріптестер, қазір бір 5-7 минуттық үзіліс жариялаймыз. Осы жерде Жанбота Қарашолақов мырза, біздің дін мәселелерін зерттеу орталығының директоры, ол кісі қазір барлықтарыңызға осы жерде үйлестіріп, координация жасап түсіндіріп жібереді. Тағы да есіктеріңізге сала кетейін, 2 секцияда өтетін болады бүгінгі семинарымыз. Семинардан 15-20 минут созылады әрбір спикердің баяндамасы және де материалдары. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі семинар жұмысына сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрмет. Естілмейді. Құрметті әріптестер, 5-7 минут үзіліс жариялайық. Осы уақытта мына астымызда бірінші қабатта лекционный зал бар. Соған жайғасып, бірінші біздің келген бүгін спикерлеріміз кезекпен өздерінің тақырыптарын Zoom-ға, осы іс-шараға қатысушылар онлайн және офлайн азаматтарға ашып берсе деп ойлаймыз. Рахмет. Сонымен қатар Zoom платформасы арқылы қосылып отырған біздің қонақтарымыз, мына семинарлар сіздер үшін де көрсетілетін болады. Сондықтан Zoom-нан алыстамаңыздар. Қазір біздің әр секциядағы семинардың тақырыптары бойынша сіздерге қолжетімді болады. Дыбыс, видео, жаңағы басқа да презентациялық материалдар барлығы көрсетілетін болады. Олай болса, рахмет. 5-7 минуттық үзіліс жариялаймыз. Талгат, минуту еще. Просто это Хан. Нет, его не видно. Микрофон. Там у нас в зуме. Тогда туда букву Д встань туда. Все, хорошо. Телевидение түскендей болдық біз. Бастай берейін ба? Шалқат Абдулай. Енді бүгін журналистерге арналған семинар болғандықтан, әсіресе сол дін мәселелерін жариялауға байланысты болғандықтан, мен бірінші кезекте қандай тақырыпты айтса дұрыс болады деген ойға келдім. Айтатын мәселелер өте көп екен, ойланып қараса. Мына талдау мониторинг департаментінде қызмет атқару барысында енді бізге жиі кездесетін қателіктердің біреуі мына ол ұғымдық категориялармен байланысты. Яғни тек қана тілшілер, журналистер ғана емес, әлеуметтік желі қолданушылар бар. Тіпті мемлекеттік қызметшілер де бар, бұл жерлерде. Жаңағы өңірлердің әртүрлі мемлекеттік қызметшілері және дін саласын зерттейтін мекемелердің мамандарының арасында да осындай қателіктер кетіп жатады. Ұғымдық категорияларды шатастыру, оның мәнін аша алмау, орынсыз қолдану деген сияқты. Сондықтан мен бүгін осы тақырыпқа тоқталғым келеді. Мен мына жерде ұғымдық императивтер деп алдым. Императивтер деп отырғанымыз басымдықтар. Бұл жерде стандарт деп айтамыз оны. Өйткені бұл жерде
белгілі бір стандарттардың болуы ол жаңағыдай болатындай әлі жағдайға жеткен жоқпыз, және ол орынсыз да болар. Сондықтан біз белгілі бір ұғымдарды басында бүгінде қолданамыз, кейбір ұғымдарды қолдануға тиістіміз деп айтуға болады. Сонымен енді мынау несі түспей тұр ғой. Жалпы ұғымдарды, мына дін саласында мемлекеттік саясат аясында ұғымдарды сауатты қолдану, бұл екі тұрғыдан маңызды, бұл теориялық тұрғыдан және практикалық тұрғыдан өте маңызды. Енді теориялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бүгіндегі мемлекеттік саясаттың ғылыми негізделу деңгейін көрсететін көрсеткіштің бірі осы болып табылады. Жалпы ғылыми бағдарланған мемлекеттік қызмет қана белгілі бір жетістіктерге жете алады. Сондықтан бұл жерлерде жаңағыдай ұғымдық категорияларға ерекше мән берілу қажет. Және практикалық тұрғыдан дейтін болсақ, біріншіден қоғамның ішкі келісімі тұрақтылығы үшін бұл өте маңызды. Бір жағынан ұғымдық бірізділікке алып келеді. Екіншіден жаңағы біздің көп конфессиялы жағдайда бүгінгі Қазақстанның жаңағыдай күрделі жағдайында жаһанданудың жаңағы бүкіл тетіктерінің барлық іске қосылған жағдайда, әсіресе бақылау тетіктері бұл өте маңызды болып табылады, бұл жерде. Және халықаралық стандарттар мен нормаларға жақындық тұрғысынан да бұл өте маңызды. Өйткені біз Қазақстан өз ішіміздегі проблеманы өзіміз шешеміз деп қанша жаңағыдай кеуде соқсақ та, өкінішке орай жаһандану аясында біз бәрібір әлемдік кеңістіктің бір бөлігі ретінде отырғандықтан халықаралық қауымдастыққа болып жатқан процестерге біз тәуелдіміз. Сондықтан жаңағы бұл құбылыстардың да орны өте ерекше. Келесі слайд. Сонымен мен негізгі деген ұғымдарға тоқталамын. Бұл императивтерді жаңағы ары қарай да жалғастыра беруге болады. Мен мына жерде дін субъектілеріне қатысты ұғымдарға тоқталғым келеді. Бізде жаңағы ақпарат құралдарының беттерін алып қарайтын болсақ, әртүрлі ұғымдарды көруге болады бүгінде. Жаңағы тек қана тілшілер емес, жаңа айтқанда әлеуметтік желі қолданушыларда, мемлекеттік қызметшілерде өздерінің лексикондарында осы ұғымдарды пайдаланып жатады. Енді қандай ұғымдарды пайдаланған дұрыс жалпы? Сіздерге мен мынау әсіресе көп жағдайда сіздердің араларыңызда отырған мемлекеттік салада қызмет атқаратын журналистер болғандықтан, сіздердің жазғандарыңыздың барлығы бірінші кезекте мемлекеттің позициясын таныстыратын материалдар болып есептеледі. Сондықтан сіздердің бұл жерде мынау мемлекеттік қызметшілерден де аса көп айырмашылықтарыңыз жоқ деуге болады. Сіздердің материалдарыңызға қарап, қоғам мемлекеттің позициясы осындай екен деп ойлайды. Халықаралық қауымдастықта бақылауда отырған, олар да Қазақстанның позициясы екен деп болады. Сондықтан бұл жерде жаңағы қандай ұғымдарды ресми жарияланымда пайдалануға болады дейтін болсақ, енді бұл жерде конфессия деген ұғымды мына материалда да сіздерге тамаша берген. Соны қарасаңыздар болады. Бізде діни ағым дегенді ұғымды бізде тек қана дәстүрлі емес діндерге, жаңағыдай деструктивті деген жаңағы діндерге қатысты қолданып жатады. Ал шын мәнінде алып қарайтын болсақ, Қазақстандағы 18 конфессия болатын болса, 18 діни ағым бар деген сөз. Бұлардың барлығы діни ағымдар ретінде қарастырылады. Мына ұғымдық қателіктер, мысал келтіріп кетейін, оңтүстік Қазақстан облысында 2017 жылы дін істері басқармасы діни ағымсыз Қазақстан деген акция өткізді облыстық деңгейде. Діни ағымсыз Қазақстан. Бұлай қарайтын болсақ, діни ағымсыз Қазақстан тікелей мағынасында қоятын болсақ, ол атеистік Қазақстан деген ұғымды білдіреді. Шын мәнінде алып қараймыз. Ал енді бұл жаңағы шараны ұйымдастырушылармен біз хабарластық, оларға ескерттік. Бұл теориялық тұрғыдан да, идеологиялық тұрғыдан да қателік деп. Кішкене атауын өзгертіңдер. Олар айтады, біз теріс ағымдармен күрес үшін осындай ат қойдық деп. Тіпті солай болған күннің өзін теріс ағымдарға, басқа діни дәстүрлі емес деген діни ағымдармен жаңағы күрес жүргізгеннің өзі мемлекеттік билік органының бұл үлкен қателік болып табылады. Сондықтан жаңағыдай ұғымдардың өзін пайдалануда өте мұқият болу керек. Көп жағдайда діни ұйым деген жаңағы атауды қолданған жөн. Өйткені бұл ешқандай да бір алалау, жүктеу немесе демократияның қандай да бір қағидаларына қайшылық келтірмейді. Сондықтан көп жағдайда діни
ұйым деген ұғымды қолдануға сіздерге кеңес беремін. Діни бірлестік дегеннің өзі құқықтық дискурсты таныстырады, яғни ол заңды түрде мемлекеттік тіркеуден өткен жаңағы ұйымдардың, яғни заңды легитимді қызмет атқарып жатқан ұйымдарды біз көп жағдайда бірлестік ретінде анықтаймыз. Ал жалпы жаңағы тіркелген болсын, тіркелмеген болсын, жаңағыдай ұйымдар болатын болса, оны діни ұйымдар немесе діни ағым деген жаңағыдай белгілі бір осындай ұғымдармен атаған жөн. Енді біз қазір псевдосалафилік ағымдарды айтамыз, оны діни ағымдар ретінде қарастырған жөн. Біз өйткені тіпті мемлекеттік позицияның өзінде біз бұны діни ұйым ретінде мойындағымыз келмей отыр, шын мәнінде. Біз салафизмге тыйым сала алмаймыз дейді, өйткені олар ұйым емес дейді. Егер біз олар ұйым ретінде қарастырсақ, оған тыйым салатын ек дейді. Шын мәнінде ғылыми ортаның пікірі бөлек бұл жөнінде. Биліктің позициясы бұл жерде екеуі үйлеспей отыр, өкінішке орай. Шын мәнінде мына псевдосалафилік ағымдардың өзін бұларды діни ұйым ретінде дәлелдеп берудің алғы шарттары жеткілікті. Яғни оның белгілері бар, сол белгілеріне қарап отырып айтуға болады. Дегенмен қазіргі позиция тұрғысынан бұлар жаңағы діни ұйым ретінде қарастырылмайды, діни ағымдар ретінде қарастырылады. Секта деген ұғымды қолданып жатады. Бұл мына өңірлердегі мекемелердің қазір онлайн форматта жұмыс жасағандықтан, көбінесе ақпараттық түсіндірме жұмыстары қазір әлеуметтік желіге көшіп кетті. Сол жерлерде, бізде өңірлерде біраз азаматтарымыз, бюджеттік салада мемлекеттік қызметте істейтін азаматтар осындай секта деген ұғымдарды пайдаланып жатыр. Бұл үлкен қателіктердің біреуі. Бұл ғылыми дискурс. Ғалымдар пайдаланылады, ғылыми контекстте пайдалануға болады. Бірақ ресми қолданыста бұның өзі үлкен дау тудырады және бұл алалау жіктеуге алып келеді. Яғни біз барлық діндерге, діни бағыттарға тең мүмкіндік жасадық дегеннен кейін, біз бұл ұғымды пайдалануға құқылы емеспіз. Дәстүрлі дін, дәстүрлі емес дін дегеннің өзі, бұның өзі ғылыми дискурсты жаңағыдай ұғымдар, шын мәнінде бұл жерде де алалау жіктеу жатыр. Біз әрине білуіміз керек оның барлығын. Дәстүрлі қайсы, дәстүрлі емес деген қайсы екендігін, бірақ ресми түрде қолданған кезде, жазған кезде, сөйлеген кезде біз жалпы діни ұйымдар деген ұғымды пайдаланғанымыз жөн. Өйткені дәстүрлі деген ол бізге жақын, біздің мәдениетіміздің бір бөлшегі, дәстүрлі емес ол бөтен дегенді білдіреді. Сәйкесінше біз бұл жерде тек қана ұлттық жаңағы өзіміздің мүддені ғана емес, біз халықаралық қауымдастықтың бір бөлігі екендігімізде ұмытпауымыз керек. Бүгінгі таңда бізді бақылап отырған жаңағы сыртқы халықаралық ұйымдар өте көп. Солардың біреуі қазір өте ықпалды. Бүгінде ақш-тың мемлекеттік департаменті жанындағы халықаралық дін бостандығы жөніндегі комиссия болып табылады. Жалпы бұл ұйым бізде 2008 жылдан бастап өте қатты Қазақстанды бақылау жасап келе жатыр. Әсіресе мынау Украин, Ресей дағдарысы кезеңінде бұл ұйымның бізге деген бақылау күшейді және бұлар жыл сайын мониторингтік жаңағы форматта социологиялық зерттеулер жүргізіп отырады. Сол зерттеулердің нәтижесі бойынша олар жаңағыдай баяндамаларын әзірлеп ақш-тың мемлекеттік департаментіне және конгресіне кіргізіп отырады. Және ең бір қызығы мұнда айыптаулар, толықтай айыптаулар, кемшілікті ғана іздеген баяндама алып қарайтын болсақ, осы қорытындының нәтижесінде, кемшіліктердің нәтижесінде бүгінде бұл комиссия Қазақстанға қатысты санкциялардың жобасын әзірлеп, ақш-тың мемлекеттік департаментінің қарауына кіргізіп қойған. Енді біз қанша жеріміз үлкен, мынандай мемлекет біз десек те, біздің әл ауқатымыз бәрібір төмен. Біз держава емеспіз. Біз демографиялық та держава емеспіз, экономикалық та, саяси тұрғыдан да, әскери тұрғыдан да. Сондықтан Қазақстанның бүгіндегі дамуын, жасампаздығын қамтамасыз ететін, тәуелсіздігін сақтап қалатын бір-ақ дүние бар, ол көп векторлық саясатты сақтау. Осының аясында біз барлық елдермен, әсіресе алпауыт елдермен де байланысты жақсартуға тырысып жатырмыз. Бүгінде бұл комиссия өздерінің баяндамаларын саяси құрал ретінде ақш пен Ресей текетірес аясында Қазақстанға қарсы жаңағыдай спекуляциялық құрал ретінде пайдалану мүмкіндігі өте жоғары. Сондықтан қандай да бір осындай ілік іздеп отырған жерлерде біз дін мәселесінде
басқа мәселелер қойып, міне өзіміз дін мәселесінде біз оларға ілік беретіндей мүмкіндік жасамауымыз қажет. Яғни өте сауатты болу қажет. Жаңа діни қозғалыстар дегенде ұғымдар да бар, бұлар да ғылыми дискурста қолданылады. Енді бұның ұғымның арғы түп төркініне бармай қойып, қалай десек те, бұл жаңағы әлемдік діндер, сонан кейін солардан бөлініп шыққан жаңағы қандай да бір діни ағымдарды жаңа діни қозғалыстар ретінде қарастырылады. Енді бұл жерде де даулы мәселе бар. Қалай десек те, ресми қолданыста ақпарат құралдарында сіздерге діни ұйымдар деген сол жаңағы ұғымды пайдаланған жөн. Деструктивті діни ағымдар деген жазып жатамыз, бірақ көп жағдайда біз көбін атамаймыз. Псевдосалафилік ағымдарды келтіреміз бұған. Шын мәнінде деструкция басқа да тіпті тіркелген, мемлекет тіркеуден өткен ұйымдарда да бар деструкция. Бірақ біз оларды деструктивті деп қазір атайтын болсақ, ол айыптау болып есептелінеді тікелей. Неге біз деструктивті деп атай алмаймыз? Ондай мүмкіндік жоқ, өйткені саяси шешім жоқ. Деструктивтіліктің өлшемдерін анықтап беретін бүгінде. Міне мына ұйым деструктивті деп атау үшін оның белгілі критерийлер болу керек, өлшемдері. Міне осының барлығы бізде анықталмаған. Сондықтан ол үлкен дауға алып келетін дүниелер. Деструкцияны біз енді заң бұзушылықтың жаңа бір формасы болған кезеңде, фактілер болған кезеңде, сол бойынша ғана біз заң бұзушылық ретінде айта аламыз, бірақ деструктивті деген ұғымды қолданудан да сақ болу қажет. Синкреттік діни ағымдар. Енді бұл да көбінесе жаңағы ғылыми дискурстық жаңағы ұғым, синкреттік деп отырғанымыз қоспа, әртүрлі діндердің ілімдерін жаңағы жинақтау негізінде пайда болып жатқан бүгіндегі жаңа діни қозғалыстарды осының қатарына жатқызу болады. Жақсы, ары қарай. Дін саласында қатынастарға қатысты. Конфессияаралық қатынастар. Конфессияаралық деп отырғанымыз, оны сіздер енді түсінікті болу үшін дінаралық қатынастар деп жазып жүрсіздер. Бұл жерде де мен ойлаймын, ешқандай айырмашылық жаңағы бір алшақтау немесе қателік болмайды. Конфессияшілік қатынастар, яғни конфессияның өзінің ішіндегі жаңағы қатынастар болып табылады. Енді мына ұғымнан алшақ болу қажет. Конфессияаралық, дінаралық қақтығыс, конфессияшілік қақтығыс. Жалпы діни шиеленіс дегеннің өзі өте үлкен даулы мәселе. Ғылыми ортаның өзі оған жаңағы шешіліп айта бермейді. Міне, дінаралық қайшылық бар, шиеленіс, этносаралық шиеленіс бар дегенге бара алмайды. Өйткені қандай да бір этнос, ол жамандыққа шақырмайды. Этностың, халықтың өзі жаман болмайды. Оның ішінде жекелеген адамдар болады, жаман. Яғни сол екі адамның тұлға аралық деңгейдегі қайшылықтары, мүдделер қайшылықтары, бұл өз кезегінде даумұрат оту деп айтамыз, топтық шиеленістерге алып келеді. Ұжымдасу негізінде, топтасу негізінде. Сол сияқты дінаралықта қайшылық жоқ, шын мәнінде алып қарайтын болсақ. Мьянманы айтады, Бирманы, мысалы үшін жаңағы болған оқиғалар. Бұл жерде діннің саясилану бар, дінді саяси мақсаттарда пайдалану. Жаңа Мьянманың жаңағы оқиғасына біраз талдаулар жүргіздік. Ол жерде ең алдымен бірінші экономикалық мүдделер жатыр, алпауыт мемлекеттердің. Міне осылардың барлығы өз кезегінде дінді саяси құрал ретінде пайдалануға алып келеді. Ол бір. Екіншіден, діни қақтығыс, дінаралық қақтығыс дегеннің өзі қоғамды осы қайшылықтарға, шиеленістерге психологиялық тұрғыдан бейімдейді. Сондықтан оның өзі негатив қалыптастырады. Сондықтан бұның жаңағы салдарлары өте зиян деп айтуға болады. Сондықтан бұндай ұғымдарды қолданбай-ақ қойған жөн. Дінді пайдалану, құрал ретінде пайдалану десеңіздер, ол бір бөлек. Мемлекеттік конфессиялық қатынастар, бұл да мына жаңағы нені қарадым, әдістемелік құрал, соның ішінде бұл ұғым бар. Яғни бір жағында мемлекет деп отырғанымыз биліктің үш тармағы, екінші жағында дін субъектілері. Осы екеуінің арасындағы қарым-қатынастар бізде мемлекеттік конфессиялық қатынастар ретінде қарастырылады. Этноконфессиялық қатынастар біз көп қолдана бермейтін ұғым біздің қоғамда. Бізде дінді бөлек, этносты бөлек қараймыз, өкінішке орай. Көп жағдайда. Мына Ермекбаев мырза министр болып тұрған кезеңде сарапшылар жинады. Жаңа комиссияның, ақш-тың комиссиясының несіне байланысты, баяндамасына байланысты. Соның ішінде шииттерге, Қазақстан шииттерге мешіт салып беруге мүмкіндік бермей отыр деген айыптау бар.
Ермекбаев сұрады. Кімдер бізде шииттер деген кімдер? Қазақстанда. Қай жерде тұрады олар? Саны қанша? Олардың сұранысы бар ма шын мәнінде мешіт салуға деген? Қазақстан бірде-бір сарапшысы дін саласында жүрген жауап бере алмады. Неге? Өйткені біз дінді этностан бөлек қарастырамыз. Бұл жерде этноконфессиялық бізде әдіс тұрғылар жетіспейді өкінішке орай. Сондықтан бізде шоғырланып қоныстанған этникалық топтар бар. Дүнгендер бар, тәжіктер бар, ұйғырлар бар, өзбектер, күрдтер. Осылардың арасындағы діни қатынастарды, белгілі этникалық топтардың ішіндегі осындай қатынастарды қарастыру бұл этноконфессиялық қатынас. Этноконфессиялық деген белгілі этностың дінге деген өзінің діни бағытына деген қатынасын білдіретін. Мысалға. Келесі. Мемлекеттік саясатқа қатысты ұғымдар, енді мына жерде мен біразына ғана тоқталам. Бұл жерде өте үлкен жаңағыдай терминдер бар. Дін саласындағы мемлекеттік реттеу. Міне осы жерде мұқият болу қажет. Біз діндерге теңдік бергендіктен, еркіндік бергендіктен, біз зайырлы құндылықтарды жариялағандықтан, біз мемлекеттік конфессиялық қатынастарды басқару дегенді айта алмаймыз, басқармаймыз біз. Біз реттеу деп айтуымыз керек. Яғни мемлекеттік конфессиялық қатынастарға қатысты біз реттеу, мемлекеттік реттеу деген ұғымды пайдаланамыз. Ал мемлекеттік басқару жүйесіне қатысты, мәселен, дін істері комитеті мен дін істері басқармалары арасында қарым-қатынасты біз бұл жерде біз мемлекеттік басқару деп айта аламыз. Яғни осы екеуіне мұқият болу керек. Діндерді біз басқармаймыз. Діни қатынастарды реттейміз. Секуляризация. Енді секулярлы деген біз қолданып жүрген зайырлық, ол светская істейміз. Батыста ол секулярлық деп қолданылады. Секуляризацияның өзін бізде бір жақты ұғатындар бар. Бұл жерде діннің рөлінің әлсіреуі деп қарастыратындар бар. Бірақ енді бұл жерде мынау секуляризация теориясын алып қарайтын болсақ, үш жаңағындай көзқарастар топтамасы бар. Соның жалпы негізгілері барлығын ортақ белгілерін жинақтап алып келетін болса, секуляризация ол діннің рөлінің әлсіреп жойылып кетуі емес қоғамнан. Діннің рационалдануы. Ақпараттық дәуірде қоғамның жаңағына ғылым мен техниканы меңгеруі нәтижесінде дін енді аралықта мифологиялық, қандай да бір мистикалық ұстанымдардан, дискурстан алшақтай түседі. Оларда қоғамның мына сауаттылық білім деңгейіне сәйкестеніп ыңғайласа түседі. Сәйкесінше біздің мешіттерді қараңыздар, имамдар бүгінде магистратура оқуға тырысып жатыр, докторантураға түсіп жатыр. Мұның барлығы ол алдына келген жамағаттың қысымын сезінді деген сөз. Өйткені оның алдында бірыңғай мистикалық әңгімені тыңдайын деп отырған жастар отырған жоқ. Сыни ойлайтын жастар келді. Сәйкесінше жаңағы имамның діни біліммен қатар зайырлы білімі өте мықты болу керек. Міне бұл жаңа талап. Сондықтан секуляризация ол бір жақта қарауға болмайды, діннің рөлі әлсіреп кетті. Керісінше, дін мұна зайырлы қоғамға бейімделді деген сөз. Тіпті Роберт Белланың жаңағы теорияларын қарап отыратын болса, секуляризацияланған діндар адам деген ұғымды пайдаланады. Секуляризацияланған діндар адам. Ол діннен айырылып қалған жоқ, діни құндылықтар ішінде бар, барлығы сақталып отыр. Бірақ ол зайырлы мәдениетті де ұстана біледі. Міне осылайша ол секуляризацияланған діндар адамға айналады. Енді зайырлықты оны білесіздер барлықтарыңыз. Зайырлықты қарастырған кезде біз оны негізгі үш қағидасын негізінде қарастыруымыз керек. Ол діни сенім еркіндігі, екіншісі діннің мемлекеттен бөлінуі, яғни мемлекетте отырғанымыз билік жүйесі бұл жерде, мемлекет жинақты қоғам. Үшіншісі ол діннің мектептен бөлінуі, яғни мектепте отырғанымыз білім беру жүйесі, ұлттық білім беру жүйесі және ғылым. Және алып қараған кезде біз көбінесе мынау мектептегі хиджаб мәселесіне келген кезеңде тағы да бір жақты ғана тек қана хиджабтың әңгімесін айтып кетеміз. Діни норма мен құқықтық норманың қайшылығын айтып кетеміз. Ал бұл жерде мектептің тағы бір функциясы бар. Ол эгалитарлық функция. Әртүрлі әлеуметтік ортадан келген оқушыларды, балаларды соларға бірыңғай әлеуметтік кеңістік жасау, бірыңғай әлеуметтік жағдай жасау. Теңестіру, эгалитаризация, теңдестіру, әлеуметтік тұрғыдан теңдестіру.
Яғни олардың ішінде оқу процесіне зиян келтіретіндей психологиялық атмосфера болмау керек. Барлығы тең жағдайда қарым қатынаста жаңағы білім ала алатындай мүмкіндік болу керек. Жарайды, мен ары қарай жаңағы әріптестеріме берейін. 20 минут уақытымыз бітті ойымыз. Енді мына слайдты мен тастап кетемін, жаңағы алсаңыздар болады. Рахмет. Қандай сұрақтарыңыз? Мынандай сұрақ бар, осы әлемде көбінесе державаларда доминантты дін деген бар, және сол доминантты дінмен мемлекет конкордат мәселесіне келісімшарт болса. Сол келісімшарт отырған кезде жалпы сол мемлекеттерде ол діни лобби деп есептеле ма, және бізде сондай мәселе болса бола ма, болмай ма? Сіздің айтып отырғаныңыз клерикалды модель ғой. Көтеріңізші тағы да, жіберіңізші. Клерикалдық мемлекеттер, жаңағы біз айттық, мемлекеттік конфессиялық қатынастар, оның бірнеше типтері бар, бүгінде қалыптасқан. Негізінен біз 4 типін атап көрсетеміз, жаңа слайдтан да көрдіңіздер. Теократия, зайырлық мемлекет, сонан кейін клерикалды мемлекет және атеистік мемлекеттер. Клерикалдық мемлекеттерді бұл діни мен жаңағы зайырлықтың екеуінің аралық жағдайындағы мемлекеттер қатарына жатқызуға болады. Енді қараңыздар, демократиялық режим болса да, зайырлық жаңағы құндылықтарын жарияласа да, заң түрінде бекітсе де, бұл жерде мемлекеттер белгілі бір өздерінің дәстүрлі деген діни бағыттарына басымдықтар береді. Яғни ол белгілі бір заңнамалық артықшылықтар, қаржылық артықшылықтар деген сияқты. Діни ұйымдар мемлекет функцияларының бір бөлігін орындауы мүмкін. Және діни идеология мемлекеттік идеологияның бір бөлігі ретінде қарастырылуы мүмкін. Енді бұл қазір қандай мемлекеттер екенін келесі слайдта көрсетіңізші. Қарасаңыздар, демократияның жаңағыдай негізгі кеңістігі ретінде қарастырылатын Европа елдерін қарауға болады. Англия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия, Германия, Шотландия. Бұл мемлекеттер не үшін мұндай қадамдарға барып отыр дегенге келетін болсақ, біріншіден бүгінде Европада адам құқықтары мен бостандықтарының кеңейтілген жағдайы бар. Осы Зигмунд Бауманның жаңағы социологтың еңбегі бар, индивидуализированное общество дейді, жекешеленген қоғам. Осы адам құқықтары мен бостандықтарын қарқынды түрде кеңейтудің нәтижесінде қоғам әртүрлі топтарға, жеке тұлғаларға бөлшектеніп кеткен. Яғни ұжымдық мүдде, жаңағы ұйымдасу, ынтымақтасу деген жаңағы құбылыстардың барлығы әлсіреген. Осы жерде бұл мемлекеттер біріншіден қоғамды ынтымақтастыру үшін өздерінің дәстүрлі деген шіркеулеріне жүгінеді. Біріншіден. Екіншіден, модернизация, шетсіз модернизация, жаһандану олардың мына ұлттық сана сезімдерін әсер ете бастады. Ұлттық жаңағы өздерінің бірегейліктерін, этникалық бірегейліктерін сақтап қалудың тағы бір амалы ретінде бұлар жаңағы осы діндеріне жүгінеді. Өйткені олардың дәстүрлі діні болғандықтан бүкіл салты, мәдениеті осымен байланысты. Үшіншіден, осы жаңағы шіркеулердің функциялары арқылы мемлекет өзінің кейбір экономикалық міндеттерін де атқарады. Мысалы үшін жаңағы шіркеулік салықтар дегеннің бір бөлігі жаңағы сол шіркеудің өзінің қаражатына, шығындарына жұмсалатын болса, бір бөлігі бюджетті құрайды. Яғни бізде қазір двойная бухгалтерия деген бар ғой, жаңағы кез келген заңға барсаң, ана жерге бизнеске барсаң, екі бухгалтерия жүргізіп отырады. Олар заңда айналып өтеді. Құқық қорғау органдарына айналып өтуі мүмкін, оларды алдап кетуі мүмкін. Бірақ бұл жерде моральдық, психологиялық қысым келеді жаңағы шіркеулік салықтар арқылы. Ол мемлекетті алдаса да, Құдайды алдай алмайды деген. Сондықтан бұл жерде бұндай функцияны да пайдаланады. Және түрлі идеологиялық, тәрбиелік деген жаңағы мүмкіндіктерінде діннің олар пайдаланып отыр. Енді бізге келетін болсақ, бізде де сұрақ қояды, неге біз клерикалдыққа өтпейміз ендеше, жақсы ғой деп. Және ең бастысы жаңағы өздерінің дәстүрлі діндеріне басымдық берудің тағы бір себебі ол мына немен байланысты. Сырттан келетін түрлі діни ағымдардан қорғау мақсатында, өзінің азаматтарын қорғау мақсатында. Біз неге осыған келмейміз деген сияқты сұрақтар қояды. Енді бізде қазір ресми түрде жарияланған қандай да бір клерикалдықтың белгілері жоқ, бірақ ресми емес жағдайда бізде де оның элементтері байқалады, байқасаңыз. Біздегі КМДБ-ға белгілі бір артықшылықтар беру ресми емес жағдайда. Бұл жүзеге асып жатыр. Жалпы мен өзім ойлаймын, қоғамның ең
жақсы режимі бұл зайырлы режим. Зайырлық бұл жаңағы әлеуметтік балласт сияқты тепе теңдікті сақтайды. Сұрағыңызға жауап бердім бе? Рахмет. Онда әріптестердің уақытын алмай. Сұрақтарыңыз болса, артынан шай ішкенде сөйлесеміз. Рахмет сіздерге. Саламатсыз ба? Я немножко в другом русле расскажу о освещении религиозных тематик в информационном пространстве. Как я поняла, сегодня я уже вкратце говорила о том, что давно уже стало известно, что средства массовой информации являются четвертой властью в государстве. Как раз-таки сегодня представители — это журналисты. И как раз-таки зависит от того, как вы подадите информацию общественности, да, простому народу. То есть получается, за вами сегодня вот такая большая роль, функция, ответственность как раз-таки за нашими журналистами. Процесс модернизации казахстанского общества на рубеже 20-21 веков привел к своеобразному религиозному ренессансу. Вместе с тем этот процесс духовного возрождения выявил определенные проблемы, с которыми раньше Казахстан не сталкивался. Первостепенной задачей сегодня является планомерное и углубленное изучение, мониторинг религиозной ситуации в нашей стране, анализ состояния и динамики религиозных объединений. То есть этим тезисом я хотела сказать о том, что, вы знаете, 70 лет мы были в составе Советского Союза, да, где практически не было религии, был атеизм. Скажем так, в принципе, наверное, мы сейчас уже можем говорить открыто, Советскому Союзу невыгодно, чтобы была религия. После распада Советского Союза образовывается такой некий вакуум, это пишут все эксперты, и религиоведы об этом пишут. И как раз-таки территория Центральной Азии больше всех, наверное, была подвержена тому, что очень много различных течений проникло. И вот здесь вот государство, скажем так, немножко... Все государства Центральной Азии немножко вот религиозную ситуацию упустили. Буквально недавно события как раз-таки в Бишкеке, вы видели, да, 2 дня были митинги, были разгромны, а потом в пятницу в средствах массовой информации мы увидели такой месседж о том, что вот на площади все мужчины начали читать Джума намаз. То есть их средства массовой информации хотели преподнести информацию так, что вот, несмотря на то, что там существует клановая система, а вот религия — это тот фактор, который объединяет. То есть, опять же, самая главная мысль заключается в том, что все зависит от того, насколько и как подается информация сегодня вот в нашем информационном обществе. Слайд. И сегодня оценить положение и роль религии в современном мире и обществе, возможности и перспективы ее развития практически невозможно и достаточно сложно. Ну, как все мы понимаем, религия играет заметную роль, она претерпевает глубокие изменения. Каждый раз, откуда мы это узнаем, каждый раз проводятся различные исследования, да, опросы. И сегодня можно сказать о том, что большинство населения мира называет себя религиозными. Вот согласно проведенным опросам, 2/3 жителей планеты называло себя религиозными вне зависимости от того, посещают они места религиозного поклонения или нет. В меньшинстве оказались те, кто называет себя нерелигиозными людьми, или 6% являются убежденными атеистами. То есть данные цифры говорят о том, что с каждым разом религиозных людей становится больше во всем мире. Да? В принципе, данную ситуацию мы можем наблюдать и в Республике Казахстан. Я думаю, каждый из нас, если опросить, скажет о том, что я религиозен, независимо от того, что ходим мы и совершаем этот пятничный намаз или нет. Келесі слайд. В Казахстане меняется численность религиозных объединений в региональном и конфессиональном разрезе, актуализируются некоторые проблемные вопросы в регионах страны, связанные с незаконной миссионерской деятельностью, распространением религиозной литературы и так далее. То есть эти проблемы, которые есть, проблемы это, соответственно, нужно решать.
Но я думаю, что вот как раз-таки центр, который является сегодня организатором данного мероприятия, очень много делает для этого. Как раз-таки сегодня я увидела в раздатке, да, где была разработана памятка для журналистов, как себя, вот как подавать правильную информацию. Я думаю, это огромная работа, но в чем специфика наша? То есть, когда читаем лекции перед политологами, перед региономедом, мы всегда говорим о том, что геополитическое положение Казахстана, оно, с одной стороны, ставит нас в выигрышном варианте, с другой стороны, у нас очень много рисков. Почему? Потому что мы имеем границы общей территориальной с Китайской Народной Республикой, да, и с Российской Федерацией. Когда говорим об этническом составе, то многонациональное государство, опять же, оно несет в себе, как сегодня мы, скажем, Казахстан, несем опыт такого, хороший опыт во всем мире о том, что у нас могут сосуществовать 130 национальностей, но тем не менее это тоже своего рода большой риск, потому что все народности, они исповедуют разные религии. Или слайд. И сегодня как раз-таки информационно-коммуникативные технологии оказывают влияние на религиозные процессы. Сегодня информатизация затрагивает все аспекты жизнедеятельности социума, включая духовную и социокультурную сферу. Мы сегодня видим изменение традиционных механизмов передачи священного знания и появление новых информационно-коммуникативных способов общения верующих. Экспансия информационных технологий меняет коммуникативные формы религии, отношение к категориям священного и формирует новый общественный сегмент – виртуальную религиозную общину. Сегодня религия как система ценностей, норм и мировоззрений – важный регулятор социокультурных трансформаций в мире и вовлечена в процесс социальной информатизации. То есть, опять же, о чем хотелось бы сказать в этом тезисе, дело в том, что пандемия показала, когда мы все были на карантине, да, большую часть времени, ну, по крайней мере, я видела это в своей семье, мы проводили за своими планшетами, за своими телефонами. И как раз-таки, я не знаю, мне кажется, сейчас больше людей, ну, это уже тенденция, да, сейчас очень много молодежи самореализовывает себя через социальные сети, и как раз-таки средства массовой информации, второе место занимает интернет, и социальные сети сегодня, вот, скажем так, ворвались в нашу жизнь, и мы сами того не замечаем, они меняют наше мировоззрение. Ну, в религиозной сфере, вот, в принципе, то же самое. Слайд. Вот теперь смотрите, процесс осложняет мозаичный характер существующей культуры, представление о религии и мире в целом у современного человека разрознено и соткано из противоречивых сообщений. Особенность этого процесса анализирует исследователь Моль. По его мнению, человек иначе воспринимает и познает окружающий мир. Он выхватывает из потока недифференцированной информации случайные факты, которые не имеют логических и системных связей. Совокупность его знаний определяется статистически. Он черпает их из жизни, газет, сведений и так далее. То есть, что изменилось сейчас? Если раньше в основном мы получали информацию, и наша среда была это в первую очередь родители, школа, да, затем это был университет, следующий этап это был коллектив. Сейчас немножко другая ситуация складывается. К сожалению, как бы мировоззрение молодежи, детей формируется как раз-таки через то, что они получают посредством интернета и социальных сетей. Слайд. И что касается религии, представление о религии у верующих складывается мозаично. Здесь истинное перемещается со сложным, сложное претендует на истинное. И сегодня задача – это правильная интерпретация доведения до населения не только норм религии, но и государственной политики в данной сфере. Получается, так как основной, да, сегодня контингент – это журналисты, здесь речь идет о том, что ваша задача, вот как, скажем так, правильно донести информацию, да, корректно донести. Почему? Потому что сегодня в Казахстане об этом мало говорят, но на Западе говорят сейчас о такой о религиозной журналистике. То есть уже есть, понятно, что журналист – это профессионал, и он может, скажем так, сделать репортаж или посыл социально-политической, да, какой-то составляющей, скажем так, сказать о каких-то конфликтах.
Но когда мы говорим о религии, религиозной сфере, вот здесь вот немножко сложнее. Почему? Потому что нужно быть корректными. С одной стороны, нельзя, скажем так, приукрасить эту сферу, да, то или иное событие в религиозной сфере. С другой стороны, нельзя, скажем так, не подходить к этому с точки зрения вот анализа и подачи информации. Сегодня массовое сознание формируется на рабочих местах, в организациях досуга, через туризм, спорт, музыку, средства массовой информации, интернет и социальные сети, то, что я вам уже говорила. И для расширения своего влияния религии используют самые современные технические достижения. Они имеют собственные печатные издания, прессу, радиостанции, сайты и блоги в интернете. Или слайд. Ну, опять же, вот другой аспект. Свои сайты имеют и террористы, обращаются через интернет. На десятках интернет рекламируют свою разрушительную идеологию, рекрутируя сторонников и обеспечивая финансовую поддержку. Ну, в принципе, это вот тенденция последних, получается, лет. И сегодня как раз-таки государственные учреждения такого характера, как Центр религии, опять же, журналисты, которые являются специалистами и работают или освещают религиозные темы, ну, должны быть к этому готовы и понимать о том, что у них есть своего рода конкуренты по другую сторону. Слайд. Главная роль принадлежит сегодня средствам массовой информации, насколько они правильно будут подавать информацию касательно религиозной сферы. Ну, в принципе, вот ради сенсации недобросовестные или не задумывающиеся о последствиях журналисты способны на эстетизацию насилия, милитаризацию общественного сознания. Главная задача средств массовой информации – это объективный анализ информации, не разжигающий взаимное доверие и враждебность. Слайд. Ну, вот здесь просто несколько примеров хочу привести. Вот вы помните, в 2005 году был карикатурный скандал, когда датская газета опубликовала обидные карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2012 году было выложено мини-роликов, их было в количестве 320, да, в Соединенных Штатах Америки, и за какое-то короткое время оно, получается, охватило около 10 миллионов просмотров. Ну, соответственно, мусульмане восприняли это очень плохо, и это стало поводом для нападения на дипломатические миссии. В 2012 году французский сатирический сборник опубликовывает карикатуры, и в 2015 году, вы помните, это завершилось терактом, да? И опять же, когда в 2012 году сборник, получается, опубликовывает эти карикатуры, официально руководство Франции, оно не отреагировало, то есть оно не сказало о том, что это плохо, и, соответственно, это тоже вот вызвало шквал негативных эмоций. Слайд. Ну, теперь, что это происходит? То есть в основном, конечно, негативного характера это все произошло на Западе, в странах Европы. Журналисты, они объясняют свои действия правом на свободу. Ну, понятно, что свобода должна быть у журналистов, но, тем не менее, нельзя забывать о том, что всегда существует определенная грань, да. Как и в рабочем коллективе существует субординация между начальниками и подчиненными, субординация существует в ВУЗе между профессором и студентом, то есть вот эта субординация, она должна быть. Как бы мы ни хотели говорить, у нас просто очень часто приезжают, например, зарубежные профессора, и они почему-то студентам разрешают говорить: ты можешь называть меня там Генри и так далее. Мы этого не допускаем, не разрешаем, потому что у нас своя точка зрения, мы считаем, что пока университет он не завершил, не стал, скажем так, полноценным специалистом, ну и да и вообще не приветствуется даже после окончания, скажем, твоему преподавателю там говорить, ну как бы так относиться. Слайд. Все, последний. Ну, в целом я хотела сказать о том, что самый главный посыл сегодняшней моей лекции заключается в том, что как раз-таки от вас, от журналистов, зависит, насколько правильно вы будете подавать информацию, потому что в любом случае сегодня, несмотря на то, что социальные сети, интернет, особенно важна работа в социальных сетях, и был еще один семинар, мы говорили о том, что сегодня получает развитие гражданская журналистика, вкратце. Дело в том, что сегодня не обязательно, или люди не считают, что обязательно у них должно быть высшее образование, да, и они могут, скажем так, находясь в гуще каких-то событий, выйти в прямой эфир в Facebook или куда-то в Instagram и начать интерпретировать ту или иную ситуацию. Я думаю, что все-таки профессионализм никто не отменял, да,
И мое личное мнение, что каждый должен заниматься своим делом непосредственно. То есть если это журналист, он должен заниматься с журналистикой, там, подачей. И чем отличается то, что делает журналист, например, от тех людей, которые в науке? Если я напишу научную статью, ее могут просмотреть, например, или прочитать там несколько человек. Если журналист напишет статью или сделает репортаж, то, соответственно, масштабность у него будет больше. Ну и вот здесь вот ваша ответственность как журналистов, она возрастает. Ну и опять, наверное, повторюсь, самый главный посыл сегодняшней лекции о том, что самое сложное всегда говорить о религиозной сфере, как раз-таки о религиях. Поэтому в этом плане ваша ответственность, она возрастает. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беремін. Баршаңызға рахмет. Қазір дін тақырыбы ең актуалды тақырып. Әу демейтін, ана бұрын қазақта сөз бар еді ғой, әу демейтін қазақ жоқ деген сияқты. Дін туралы сөйлемейтін әлеуметтік желіде қазақ жоқ шығар. Бәрі сөйлейді. Білсін, білмесін. Былай қарап тұрсаң, дін ең оңай тақырып сияқты да. Фейсбукты ашып қалсаң, қазір талқыланып жатқан сол дін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның карикатурасы, иә? Ол соңынан бір француздың профессорының басын кесіп тастағаны, қазір молдалардың бүкіл Франциядағы, Европадағы молдалардың кешірім сұрап жатқаны күллі мұсылманның атынан. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, тәлім тренд деген бағдарлама қатты талқыланып жатыр. Белгілі бір деңгейде дінге қатысы бар. Үшінші, осылай кете беруге болады, өлмейтін тақырып. Әлеуметтік желіде өлмейтін тақырып. Былай қарап тұрсаң, осыған қарап, қазақ аудиториясын қарап отырсаң, қазақ интернетін қарап отырсаң, құдды қазақ аудиториясы діннен профессионал сияқты көрінеді. Міне, мына жерде бәріміз дінге байланысты жазып жүрміз ғой. Қазір Қазақстанда екі топ бір-бірімен күресуші, бәрімізге белгілі. Ол сопылар және салафизм деп, псевдосалафизм деп аталады. Енді бәріміз білетін сияқтымыз, бүкіл дүниенің бәрін білетін сияқтымыз. Сіздерге сұрақ қойыңызшы. Гураба деген не нәрсе? Білесіздер ме? Ол салафизмнің идеологиясының, былай айтқан кезде, көкөсі, төбесі. Гураба дейді, яғни отшельник. Былай айтқанда бөтен, өгей деген сөз. Өздерінің идеологиясын солай ақтайды олар. Қандай да бір жерге түседі, міндетті түрде олар дәстүрге де, адамшылдыққа да, басқасына да қарсы, бүкіл қоғам оларға қарсы болады. Осындай бір өгей күйде өздерін ақтау үшін гураба деген пайғамбарымыздың бір айтқан сөзін өздеріне маска ретінде қолданады. Дін былай ғой, ислам діні бөтен болып келді бұл өмірге, бөтен болып кетеді дейтін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның несі бар, хадисі бар. Сол хадисті бұлар өзіне қолданады. Ау, көкем, бүкіл әлемге байланысты айтылып отырған дүние ғой. Сен түсіп тұрғаның кәпірдің мемлекеті емес, болмаса айдала Марсқа түсіп тұрған жоқсың, сені түсінбейтін. Сен қазақ ортасына түсіп тұрсың. 1400 жыл бойы исламда өмір сүріп жатқан ортаға түсіп тұрсың. Бөтен болып тұрсаң, сені жақтырмай тұрса, мәселе сенде шығар, қоғамда емес десең, жоқ, олар қоғамда айыптап алады. Бұл сектаның бір сипаттарының бірі. Жаңа секта туралы айтып жатырмыз ғой, иә? Гураба деп аталады. Мысалға, дін туралы жазып жүрміз. Қайсымыз білеміз? Байқасаңыздар, біздегі үлкен проблема осы да, дін туралы жазып жатырмыз. Бірақ жұрттың айтып жатқанын қайталаумен ғана шектеледі екен бізде. Бір қызық дүниелер жоқ. Қараңызшы, орыс тілді журналистер қандай дүниелерді көтереді? Олар хабашиттер туралы, міне ислам секталарының ішіндегі хабашиттер туралы, болмаса салафизмнің өзін бағыт-бағытқа бөліп тастағанда, ихуандар, басқалар деп. Ал біз сол баяғы сопымен ненің мысалын келтіріп қана жүрміз. Салафизмнің екеуінің арасындағы таласты ғана келтіріп жүрміз. Өкінішке қарай, сол әлеуметтік желіге қарасаң, журналистеріміз осы екі топтың қолшоқпар болып кете береді. Кейде әдейі, кейде байқаусызда. Біреуі дәстүршіл болып көрінген болады да, қараңызшы,
Салафизмді толыққанды жамандап жатқан кімдер? Сопыны толыққанды жамандап жатқан кімдер? Айыра алмай қаласың да. Бір топты, жаман топты жамандайым деп, екінші бір сектаның қол шоқпарына айналу мүмкіндігі өте зор. Сондықтан бұл жерде журналистерге мейлінше сақ болу керек, мейлінше деңгей керек деп айтар едім. Наполеон Бонапарттың айтатын сөзі бар ғой, мен армиядан қорықпаймын. Кез келген мемлекетті құлату үшін 5 газет болса жеткілікті деп айтатын. Мен айтар едім, менің қазір қорқатыным ол деңгейсіздік журналистердің. Дәл қазіргі мынау дін мәселесіндегі журналистердің деңгейсіздігі. Білетін сияқты сөйлей береді, бірақ терең іш нәрсе білмейді. Қалдықты технология деген нәрсе бар, өзі Қазақстанда 3 сала осы қалдық технологиямен жұмыс істейді. Яғни қалдықтар келеді, үздіктер емес. Ол бірінші мұғалім, екінші полиция, үшінші молда. Төртінші журналистиканы да қосатын. Белгілі бір деңгейде жаза алсам, болмаса қазіргі университеттерге барсаң, болмаса жас балалармен журналистикаға қатысам, журналист болам деп ұмтылып жатқан балалармен сөйлессең, көбісінің айтары түрін эфирден көрсеткісі келеді. Мәтін оқитын машина деп мазақтайтынбыз. Журналист болу үшін сенде кәдімгідей бэкграунд дейді. Артық жүгің болу керек, жинаған жүгің болу керек, білімің болу керек деген сияқты. Енді түсіндірейін, қалдықты технология 3 дүниеге түсіндірейінші бірінші. Айтыңызшы, кім, қай қазақ Оксфордта оқи алатын потенциалы бар баласын полицияға жұмсайды? Жоқ, полицияға жібермейді. Тұрақты бір әскерге барып қайтқаннан кейін тұрақты бір айлығы түсіп тұрады ғой деп полицияға тығып қояды. Екінші, мұғалім. Не көріп отырмыз? Ауылдарға барсақ, келін баласын айлық түсіп тұрсын, 60 мың болса да нормально ғой деп сырттай оқытады да тығып қояды мектепке. Өзінің ауылдасының баласын ойлап тұрған жоқ та, сонда жаны ашып тұрған жоқ. Үшінші, осы бала ана ішіп кетпесінші, болмаса сотталып кетеді ме, төбелесіп жүріп дейді да, молдалыққа тығып қояды. Күні кешеге дейін сондай болды. Қазір тенденция сәл өзгеріп жатыр, бірақ қатты емес. Мықты, қазіргі ата-аналар мықты білімді балаларын қари болсын деп тәрбиелеп жатыр. Бар, бірақ жаппай емес. Мысалға, былай қарап тұрсаң, мынау 3 сала өміріңді өзгертіп жіберетін ең маңызды салаларда мұғалім. Ол сенің қандай болмағыңды анықтайды. Президенттің өзін мұғалім, былай айтқанда тәрбиеледі, оқытты. Полиция, коррупцияң бар, басқаң бар, елдің қазіргі мінезі, елдің қазіргі ашу ызасы, эмоциясы осы полицияға байлаулы тұр. Бірақ біз кімдер жіберіп жатырмыз? Қалдық адамдар жіберіп жатырмыз. Молдалар, дәл осындай мәселе. Дәл енді басқа журналистиканың салалары белгілі бір деңгейде өсіп жетілді. Былай айтқанда өзінің тамырын жіберіп қойды. Мысалға, бізде спорт журналистикасы бар, шүкір. Бізде экономикалық журналистиканың алғы шарттары жасалды, бар экономика туралы сөйлей алатын. Канал ашылды, керек десеңіздер. Атамекен бизнес канал, бар экономика туралы сөйлей алатын. Десе де әлі де орыс тілді журналистер алды да. Енді дін журналистикасы, діннен мықты хабар тарата алатын, діннен сараптама жасай алатын журналистеріміз бар ма? Кім? Есімізге түсіре алмаймыз да. Осы арада мынандай нәрсе, мен арамызда әпкемізде отыр ғой, журналистика факультетінің ғалымы. Бізде дінді бір ойыншық, болмаса бір несерьезный тақырып деп қабылдайды. Бұның соры көріп тұрмыз Сирия, сол Сирияға барған, былай айтқан кезде сандалбайлар, олар елімізде де не жасап жатыр, террористік актілер жасап жатыр. Мен осы жерде мынандай дүниені ұсынатын. Алдында да айтып жүрмін. Қазір журналистика факультеттері, қараңызшы, журналистика факультет дәл қазір не оқытып жатыр? Тарихты истфак сияқты оқыта ма? Жоқ. Тілді филология сияқты оқыта ма? Филфак сияқты? Жоқ. Философия, политология сияқты оқыта ма? Жоқ. Журналистика факультеті не оқытып жатыр сонда қазір? ЗКТ, синхрон, стендап, сұхбат дегендердің алу тәсілдерін ба?
біз форматты өзгертуіміз керек та. Иә, белгілі бір деңгейде журналистика факультеттері өздерінің форматын ЕНУ-да өзгертіп жатыр. Алматыдағы Казгу-дың факультеті журналистика өзгертіп жатыр. Мысалға, экономикаға икемі бар журналистерді экономфакпен меморандумға отырып, 1-2 ай оқытып алып деген сияқты, саясатқа ыңғайлысын кесеге оқытып алып деген сияқты. Осындай дүниелер жасалып жатыр. Дәл осындай қадам дінтануға байланысты да жасалу керек деп есептеймін. Неге? Өйткені дін тануға икемі бар, болмаса социологияға икемі бар баланы сол 20 студент бітіріп шығады дейікші, бір жылда журналист. Соның кемі 2-3-і осы дін тануға бейімделген журналист болып шығу керек та. Оларды дін танушылармен, оларды жаңағы ХМДБ-мен, оларды шіркеулермен көру керек практика жүзінде. Осылай дайындауымыз керек та, әйтпесе барлық тақырыпта сөйлей беретін журналист бізге керек емес. Түсінеміз ба? Одан кейін, ал енді мен дәл қазіргі проблемаға тоқталайыншы. Бақ және дін деп тұрмыз ғой. Бұл екеуді көбінде 3 уақиға біріктіреді екен да. Журналистер және дін. 3 дүние біріктіреді. Ең бірінші дүние діни уақиғалар, діни мерекелер болса, міндетті түрде бір сюжеттер жасауын керек болады. Ол кезде кез келген журналист бара салады. Және бақ, осы жердегі зайырлы бақ, өзің қалай ұстарын да білмей қалады да. Және реттеп отырмайды. Мысалға, Құрбан айт туралы болды, Пасха туралы болды. Не көреміз журналистердің сюжеттерінен? Кәдімгідей дінді толық уағыздауды көреміз. Пасхасында да соны көреміз, Құрбан айтта да көреміз. Бәлкім журналисттің мақсаты басқаша жеткізу шығар. Сараптау, саралау. Біз жылда сол нәрсені қайталай береміз. Бізде уақиғаға, мерекеге көзқарас қалыптасқан жоқ әлі. Белгілі бір қалай беру керек, қалай тарату керек ақпаратты қалыптасқан жоқ. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, уақиғалар туралы. Бір уақиғалар болса, діни уақиға, терроризм бола ма, әлде бір үлкен діни адам келе ма, соған байланысты тағы да бір сюжеттер, мақалалар дайындаймыз, болды. Ең аз кездесетін дүние ол сараптамалар. Мысалға, кәдімгі арнайы зерттейтін журналистік пул, журналистік топ бізде көп кездесе береміз. 3-ке бөлетін болсақ, дін және журналистерді. Бірінші жаңағыдай діни мерекелер, екінші уақиғалар болып қалған кезде дінге қатысты, үшінші кейде болады, кейбір каналдарда, мысалға мен Алматы каналында жиі көретінмін. Осы неге байланысты? Діни тақырыптарды қозғайтын бағдарлама болды, арнайы, тұрақты түрде. 1-2 саусақпен санарлық қана журналистер бар, дін тақырыбын қозғай алатын. Бірақ соның өзінде жиі проблемалар кетеді. Арнайы зерттеулер дейміз ғой, мысалға көп дінге байланысты арнайы зерттеп, қызық репортаж, қызық фильм беруге болатын дүниелер. Мысалға, діни ұйымдардың ақша мәселесі. Арман Шораев мырза бірнеше рет көтерді мысалға, иә. Тек қана бұл мұсылман ғимараттарына, мұсылман діни мекемелеріне ғана емес, христиан мекемелеріне де тікелей қатысы бар. Мысалға, свидетели Иеговы мүлдем несін көрсетпейді, қанша түсіп жатқанын. Осы зерттеуге болатын тақырыптар. Талақ мәселесін зерттеуге болады. Досконально. Бізде өсек деңгейінде да бұл талақ мәселесі. Ойбай, не дейсің, 20 жігіт талақ берді да кетіп қапты дейтін әңгіме көп тарап жүр. Кім ол? Кейіпкері кім? Қалай олай тастап кеткен адамды алимент өндіруге бола ма деген сияқты жоспармен жасалған сюжеттер жоқ. Жай өсектің деңгейіндегі дүниелер бар. Одан кейін вакцина мәселесі зерттеуді қажет ететін. Көрдіңіз бе? Мен жай ауызбен айтып жатырмын, 30-40 өлмейтін тақырып бар. Үнемі қозғай беретін, арнайы зерттеуді қажет ететін. Газетте болсын, телеарнада болсын. Ұстап тұру керек та. Және дінге емес, дін тарихына, дін тануға икемі бар журналисті осы бір топқа жасақтау керек та. Бізде қалай болады? Дін туралы журналистикада намаз оқисың ба? Сен бара берсей, сен түсінесің ғой. Бізде сондай да. Әлі мен сіздерге осы жерде бұл қадам дұрыс емес. Дін туралы жазатын болсаң, сізге 5 шарт керек.
Бес ғылымды меңгеруіңіз керек. Ол ең бірінші тарих, екінші дінтану, үшінші психология, төртінші социология, ұлттану дейтін дүниелер бар. Осының бәрін зерттеу керек та, хотя бы оқу керек. Бізде қазақ журналистерінен осыны арнайы дайындалып оқитын адамдарды мен әлі көрмедім. Бізде осы проблема, дін журналистикасы, дінге қатысты журналистика дегенде осы проблема жиі алдымыздан шығады. Сосын мына нәрсені айтқым келеді. Қазір бір минут. Бізде қазір арнайы діни, мысалға телеарналарда дінге қатысты бағдарлама немесе газеттерде дінді үнемі көтеріп отыратын арнайы колонкалар жоқ деп айтпаймын, бірен саран. Және өкініштісі журналистер ауыса береді. Мысалға мынандай бір қызық дүние болған. Жер мәселесі 2000 қай жылы көтеріліп еді. Жер мәселесінің кезінде бір 10 журналист болды ұлттық арнадан. 10 журналист үнемі сол жер мәселесіне байланысты өткен кеңеске жиі қатысып тұрды. Және 2 айдан кейін, сол кеңестен кейін, жер мәселесін жартылай білетін заңгерге айналып шыға келді. Осы секілді колонкада жаңағы дінге қатысты, діни тақырыптарға қатысты колонкалар бар ма газеттерде, немесе бағдарламалар бар ма, ауыстырмай тұрақты ұстауға тырысу. Және олардың деңгейін көтеріп отыру деген нәрселерді алуымыз керек та. Бізде қараңызшы, қазақ журналистерінің, вообще журналистердің діни тематикаға қатысты сауатын көтеру дегенде семинармен түк шешілмейді негізі, шындап келген кезде. Семинар 2 сағат көрсеттің дүниелерді. Болды. Түртетін адам түртті, түртпейтін адам. Дін бұл кәдімгі практикамен келетін дүниеде. Дінді түсіну деген. Мысалға, қараңыз. Кім секта деген мәселе. Секта деп айтылмайды. Бізде кейбір журналистер бар, келісім келмесін. Сосын оның қалай беру шарттарын білмейді. Осындай мәселелер бар. Мына бір дүниемен айтқым келеді. Ең бірінші, екінші нәрсе, журналист таласушы тараптардың құралы болып кетпеу керек, абайлаңыз. Себебі бірін-бірі Фейсбукта, Инстаграмда бірін-бірі жамандап, жерге алып, жерге салып жатыр. Қалға мынау салафизм жаман дейді, бірақ ол софи жаман дейді, бірақ оны жамандап отырған салафизм хабашид болмаса тағы бір сен біреуіне жақтасаң екінші бұны білу үшін жаңағы екінші журналист тоқтайтын шекараны білу. Бізде шынымен дін тақырыбы миллиондардың қалды, әттеміз көбейіп жатқан сияқты. Дін туралы қозғаймын деп жаман ағымдарды айтып жатқан кезде қызықтырып алмауға тырысыңыз. Бізде журналистикада кері эффект деген нәрсе болады. Мысалға 2001 жылғы оқиғаны сипаттаған кезде әлеуметтанушылар айтады, 1.300.000 адам дінге кірген дейді. Ол белгілі нәрсе. Былай зерттелген ресми дерек. Одан бөлегі оның сыртында қалғаны қаншама. 2001 жылғы оқиғадан кейін Америкада осыншама, Америка және батыс елдерін зерттеген кезде, Европаны зерттеген кезде осыншама адам дінге кірді дейді. Себебі неде? Қаралай берсең де адамның қызығын. Ал енді сен шынымен секта туралы көтеріп жатыр екенсің. Мысалға, христиандық, кәдімгі радикалдық, деструктивті, тоталитарлық секталар болды. Қорқынышты. Ана адвентистер,
болмаса жетінші күн, болмаса не деген секілді протестанттық ауыр секталар болады. Солар туралы айтып жатқан кезде қызықтырып қоймау дейтін дүние бар. Кейде біздер журналистер жамандаймыз дейміз да қатты кетіп қаламыз. Мысалға алдында бір уақиғаны келтірген естеріңізде медресе туралы жамандап жатқан кезде 31-ші телеарнаның журналисті тұрып алды да эфирде тұрып сөйлеп жатыр. Бір қызды молданың қолында оқып жүрген медреседе, Алматыдағы мешіттің астында. Не дейсің, ойбай, молдалар қыздарды некесін қиып саунаға апарады екен, қонақ үйге апарады екен. Басқа сыймайтын. Елестете алмайсың. Сөйтеді екен де талақ беріп кетіп қалады екен. И герой қыз айқайлап жүр. Естеріңде ғой сол уақиға 2016-та болған. Енді журналистің деңгейінің төмендігі де дін туралы тақырыпты сенсацияға айналдыруға болмайды. Потому что қараңыз, сол кезде соңғы стендап деген нәрсе болады, журналистің камераның алдында тұрып сөйлейтіні. Иманнан иман кетті ма деп сөйлейді. Имам мен иман деген сөзді айырып тұрған жоқ та. Вера мен молда деген сөзді, сенім мен молда деген сөзді айырып тұрған жоқ. Ал енді одан кейін сюжетіне сенуге бола ма? Болмаса тағы бір досым, інім өзінің бір прикол қылып айтатыны бар. Маған тапсырды дейді, 40 күн шілханаға жатып алды деген сөз болды. Соны ойланып тұрдым да, шілхана деген жоқ қой қазақта. Шілдехана деп өзгерте салдым дейді. Тағы да білімнің жоқтығы, шілхана деген не? Оны білу үшін сен кішігірім тарихтан немесе жаңағы ағымның тарихынан, дәстүрінен хабардар болуың керек. Хабардар болмай эмоциямен жазып тастаймыз біздер. Проблема сол. Потому что мен қазақпын, мен мұсылманмын, мен білем деп ойлаймыз да. Ол дұрыс емес. Одан кейін шынымен қазір бүгін осы семинар біткеннен кейін дін туралы тақырыптарды қарап көріңізші. Дені эмоциядан тұрады. Ал бізге не дейді? Эмоциямен дін туралы айтуға болмайды, мүлдем. Біздің журналистикамыз дін туралы эмоциямен айтқысы келеді. Осындай проблемалар бар. Сұрақтарыңыз болса, мына нәрсені айтқым келеді. Дін туралы жазып жүрген қыз жігіттер, журналистер, қылмыстық кодекс бар, әкімшілік құқық бұзушылық бар, діни ұйымдар және діни сенім туралы бар, экстремизмге қарсы туралы 5-6 заң бар. Осы заңның біреуіне ілігіп кетулерің мүмкін, егер эмоциямен жазам десеңдер. Өзінің тәсілдері болады. Я сектаны көріп тұрсың, онда сен өзің айтпа ол нәрсе. Қашатын жолдары бар ғой. Сол діни ағымның өкілінің аузымен айтқыз бірінші жолы. Шекараны біл, тоқтайтын шекараны. Мына жерде мен сөйлеуіме болады, мына жерде менде қолымда тыпыр еткізбес дәлел, аргумент, факт жоқ. Тоқтайсың. Түсіндіңіздер ғой. Сұрақтар болса? Мен соңғы сөзімді мына нәрсемен аяқтай кеткім келеді. Қазір діни журналистика дегенде ұғым қалыптасып жатыр ғой. Азаматтық журналистика дегеннен бөлек. Азаматтық журналистика деп бүйтіп әспет дегеніміз ол кәдімгі блогерлік қой. Блогерлік, әлеуметтік желіде отырған белсенді. Сен әлеуметтік желі белсендісінен журналист ретінде былай қарап тұрсаң, Өркен досымның жақсы көретін бір әңгімесі бар. Күн системасында бұрын 9 планета болып еді, қазір 8 ғана болып қалды. Неге? Плутонды алып тастады. Плутон өзі Қазақстаннан сәл-ақ үлкен планета ғой. Күн системасында одан Плутоннан 2-3 есе үлкен астероидтар бар екен. Егер астероидтарды да планета дейтін болсаң, онда астрономия дейтін кітабың планетаның атына толып қалады. Q1, Q2, Q3. Ең оңай жолы Плутонды сызып тастайық деді. Тура журналистикаға байланысты осындай мәселе бар. Әлеуметтік желі алдыға шығып кетті. Бұрын айтатынбыз ақпарат таратушымыз деп. Ақпаратты бізден жылдам әлеуметтік желі таратады. Бұрын айтатынбыз журналистика халық пен биліктің ортасындағы мекемелер мен ұйымдардың және халықтың ортасындағы алтын көпір деп. Қазір лайда көпір емес біз керек десең. Себебі министрің бар, шенеунігің бар, мекемең бар, өзінің әлеуметтік желісіндегі парағына жаза қояды. Болды, халыққа келей шығалады. Халық та оған журналисті қажет қылмайтын болып қалды, оған шығу үшін. Астына жаза салады, өтірік соқпа, 3 ай болды ғой, көпірді соқпағаныңа, не әңгіме айтып жатырсың деген сияқты. Осыдан туады. Тура бізге де Плутонның тағдыры келіп тұр да. Бізге осы Плутонның тағдырын кешпес үшін 3 дүние бар. Жаңа Плутон деп жатырмыз. Плутонды сызып тастағанмен ол бәрібір
планета. Неге? Өйткені оның тартылыс гравитациясы бар. Астероидта болмайды. Астероидта сен секіріп кетсең, ғарышқа кетіп қаласың. Юпитер, Сатурнда секіріп қалсаң 10 метрге дейін баратын шығарсың, қайтадан тартады. Тура сол секілді біздің гравитациямыз болу керек те журналистиканың. Қай салада болмасын. Қай салада жүрмегін сенің 3 гравитацияң болу керек, ол сараптама, креатившілдік және нестандарт ойлана алу. Бұл үшеуге бізге кәдімгідей білім керек. Сараптаманың өзінің сұрақтары бар, креатившілдіктің өзінің бағдары бар. Мысалға әлеуметтік желіде отырған белсенді болмаса блогер 2-ақ сұраққа жауап бере алады. Міне, мына жерде Сәтбаев пен Момышұлда 7 машина соғысты, ойбай. 2 сұрақ жаңалықтың. Не болды, қайда болды? Жауап беріп тұр ма? Жауап беріп тұр. Өкінішке қарай блогер бірақ сол 2 сұраққа жауап берумен ары қарай потенциал жетпейді. Ары қарай билік қайда қарап отырмен аяқталады. Сен мықты журналистсің ба, сараптаманы меңгергенсің ба, онда 3-ші, 4-ші сұрақтары бар. Ол не үшін болды бұл нәрсе? Түсіндіре бастайсың. Мені Момышұлдан Сәтбаевқа бұрылатын жерде 3-ші жол, 2-ші жолдың аралығында Момышұлын көрмей қалатын слепой зоналар бар. Өкінішке қарай бұл қиылыста осымен 7-ші рет авария болып жатыр. Бір жылда 8-9 авария болады. Ауғанстанның бұрышына айналып бар жатыр. Бірінші сұрақ, не үшін болды? Осыған жауап бердің. Одан кейінгі сұрақ, сараптаманың. Енді не болады? Сен ұсыныс айта алуың керек те. Дұрыс, бұндай қала бойынша 12 осындай проблемный точкалар бар. Бәлкім бір жолақты қылу, бір бағытты жол қылу керек шығар деген сияқты ұсыныс айтасың. Көрдің ба? Блогерден, әлеуметтік желіде отырған адамдардан біз деңгейіміз көтерілу керек та. Бұрын айтатын ек, журналист пен блогердің айырмашылығы не деп? Жауапкершілік деп айтар едім. Журналист өзінің жазғанына, өзінің айтқанына жауапкершілік алады. Одан бөлек сараптамашы болуың керек, креатившіл болуың керек, және стандарттан шығуың керек. Қатып қалған рамкада болмау керек. Әсіресе осы дін тақырыбында жүрген кезде. Бізде креатившілдік дегенде бекерге алып отырған жоқпын. Дін тақырыбын бір консервативті тақырып қылып жүрген. Болды. Қызық еш нәрсе жоқ. Қосасың, қазір тіл жамандаудан тұрады, бір танымдық ақпарат ала алмайсың да. Неге? Потому что тарихты білмейді журналистеріміз. Діннің тарихы ғана емес, кәдімгі адамзаттық тарих. Осындай деңгейсіздік бар да бізде. Наполеонның газеттен қорқса, 3 газеттен қорқса, мен деңгейсіз 3 журналисттен қорқатын едім. Сөйте тұра біздер оның ішінде өзімізде бармыз, сөйте тұра дін тақырыбын жазғымыз келеді. Дін білмей тұр. Эмоциямен жазып тастағымыз келеді. Сөйтемізді неге секталар көбейіп кетті, неге терроризм көбейіп кетті деп ренжіп жатамыз. Бірінші сектаны, терроризмді ауыздықтау үшін журналистеріміз деңгейін көтеру керек. Деңгейін көтерудің ең бірінші қадамы журналистерді дайындап жатқан конвейер факультеттер, журналистика факультеттері 20 студент, 30 студент шығарса, соның 1-2-еуін кемі дінтану, әлеуметтану соған икемдеп шығаруға талпыну керек, бірінші нәрсе. Екінші, іс басында жүрген журналистер сізді арнайы бір құлағыңыздан көтеріп оқытпайды. Сондықтан өздеріңіз қамшылаңыздар, оқыңыз социологияны. Біз әлі зерттеп, мысалға ана суицид десе, біздің журналистер қайтеді, арқанды ұстап алып, осыған асылды деп айтып жүрміз. Ағылшын сайттарын қараңыз. BBC-ді, Евроньюсты, болмаса Дейл Карнеги дейтін сайттар бар, телеканалдар бар. Олар жаңағы суицид жасаушылардың кешкі сағат 6-да не үшін жасайтыны, кім хат қалдыратын соның бәрін тәптіштеп жазып кеткен. Біз дайын тұрған ақпаратты пайдаланамаймыз, себебі тіл білмейміз. Проблема осындай деңгейсіздік деген бірнеше тамырлап кете береді. Сондықтан сұрақ болса, жауап беруге дайынмын. Кешіріңіз, егер дін тақырыбында жазғысы келетін балалар болса, олар сізге хабарласуға болады ма? Сізде де бір
жаңағы өзіңіз айтқандай қосымша білім алып курстарын өтуге бола ма, ол ақылы бола ма, әлде тегін бола ма? Әлем бойынша мысалы пандемия коронавирустың дезинформация, яғни фейк ақпараттарды әлемде таралу деңгейі 6 есе жоғары екен. Рас ақпараттың салыстырған кезде. Бізде де мысалы елімізде мақсат түрде осындай дезинформациялық фейк ақпараттар дін тақырыбында бар деп ойлайсыз ба? Сұрағыңды түсіндім, Асеке. Рахмет. Мынандай нәрсе. Жаңағы мынау пандемияның кезінде фейк таратуға талпынатын діни секталар ма? Я, діни секталар талпыну, я, болат бар. Әсіресе псевдосалафизмнен түрлі мистикалық ағымдар бар христиандықта, оның ішінде мұсылмандықта. Олар дәл осы нені ақырет темасымен көтереді. Мына пандемияны бәлкім қырылып қалады, үйтіп қалады. Адамның көңіл күйі сондай бір депрессивті күйде ғой қазір. Соны мейлінше пайдалануға тырысады. Мысалға, салафиттік топтар өзінің идеологиясы ретінде такфирлік деп айтайықшы, такфирлік топтар Сирияға қаяқтан алып кетті қазақ жігіттерін. Білесіздер ма? Көтерген темасы біз ойлаймыз ғой, ойбай ана жақта мұсылман қырылып жатыр деген сылтаумен алып кетті деп. Өтірік нәрсе, бос нәрсе. Оған 100 адамды шақырса, соның 2-3-ін солай шақырған шығар, эмоциямен. Ал көбінде бұл такфирлік топтар ақырет темасын жиі көтереді. Мәді шығады. Біз сол мәдінің әскер, Мағди дейді ғой, Мағдидің әскері боламыз. Ол Мағди Сирия мен Шам өлкесінен шығады. Міне шығайын деп жатыр. Біз үлгеріп қалайық армиясы болып. Кім оның армиясына болмайды, бітті олардың тағдыры деген сияқты. Сондай дүниелермен көптеген Орта Азиядағы адамдардың бәрін алып кетті. Ойбай, ақырет болайын деп жатыр. Біз дұрыс адамдардың қатарында болуымыз керек деп. Ал енді мынандай пандемияның кезінде, мынандай депрессивті көңіл күйдің кезінде ақырет темасын мүлдем өршітіп көтеруге болады. Ондай қадамдар жасалып та жатыр. Христиандық ағымдардан да жасалып жатыр. Бұл, білесіз ба, бұл альтернатив билік. Адамдардың, мысалға, кәдімгі билік бұл ақшаны билей алатын, сенің қалтаңдағы ақшаны билей алатын, сенің саяси көзқарасыңды, саяси ұстанымыңды билей алатын құрал болса, кәдімгі саяси билік. Ал діни билік бұл саған руханиятыңды да, сенің қалауыңды да билей алатын дүние да, ақша алып келе алатын дүние. Сондықтан осындай қадамдар жасалады міндетті түрде, жасалып та жатыр. Оны арнайы зерттеу керек. Мен 1-2 рет көріп те қалдым. Кәдімгі секталардың, діни секталардың осы пандемияның кезінде түрлі фейктер таратып, түрлі қорқынышты әңгімелер таратып, аңыздар таратып жатқанын көрдім. Оны бірақ арнайы зерттеу керек. Жаңа айтып жатырмын ғой, мысалға бізде діни мереке, уақиға, дінге қатысты осы екі дүниеге ғана қатты мән беріледі, кезекті, кәдімгі стандартный дүние қылып өтіп кетеді. Ал неге біздер осы дүниелерді зерттемеске? Мысалға, пандемияның кезінде діннің орны вообще зерттелген жоқ. Алуға болады ғой, мысалға. Пандемия қалай әсер етіп жатыр? Мысалға, я? Қандай ағымдар реваншистік бір қадамдар жасап жатыр? Көруге болады бұны. Кәдімгі айтпасам да әрекеттер жасалып жатыр. Фейсбукта ол анық көрініп жатыр ғой. Сұрақ болса тағы да. Жауап бердім деп ойлаймын. Сұрақ бар ма? Рахмет. Қойып едім. Мен қай жерден қосылам? Мен дауысым қай жерден шығады? 15-20 минуттық кофе брейк. Одан кейін біз сіздермен осы жақын күндерде тағы да бір редакцияларыңызбен өздеріңізбен тағы да бір хабарласамыз.
мына зумда қатысып отқан азаматтарымызға да рахмет. Қатысып, тыңдап, өздеріңіздің білімдеріңізді түйіліп жинағандарыңызға, осы біздің бүгінгі спикерлерімізді тыңдап, құрметтегендеріңізге. Сау саламат болыңыздар, кездескенше. Сертификат бересіздер ме сіздер?